Ассалаумағалейкум, таңын кофемен емес, телефонмен бастайтын қазақ елі. Қайырлы қымбат көрермен, сейсенбінің таңы берекелі болсын. Бүгінде ұйқыңыз қанып, керіліп, созылып, тамаша көңіл-күймен ояндыңыздар деп ойлаймыз. Иә, Ердана дұрыс айтасың, өйткені оған себеп көп. Мәселен, Атыраудағы көп бала аналар алтын және күміс алқа тағы боянды. Керемет, ал Жәнібек Әлімханұлы WBC рейтингі бойынша топ 3 боксшының қатарында болып боянды. Ал дәл бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 81 жасқа толы боянды. Және бүкіл республика халқы Астана күнін тойла боянды. Яғни тойлаймыз, бүгін мереке. Ең әдемі, ең сүйікті Астана, туған күнің құтты болсын. Иә, бүгін Перизат пен Диана секілді сұлу қаланың туған күні. Сонымен сөз кезегін жаңалықтар қызметіне берейік. Перизат, дайынсың ба? Әрине дайынмын. Рахмет, Диана, Ердана. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде Айбат жаңалықтары, студияда Перизат Шарылқасын. Бүгін Астана күні күнтізбеде қызылмен белгіленген айтулы күн биыл 15-ші рет аталып өтіледі. Елорда Алматыдан Арқаға 1997 жылы көшіріліп, ресми тұсаукесер тойы 1998 жылы 10 маусымда белгіленді. Кейінірек депутаттар заңға тиісті өзгертулер енгізіп, мемлекеттік мейрам 6 шілдеге ауыстырылды. Әдетте бұл күн думанды шаралармен есте қалатын, алайда биыл пандемияның себебінен отшашу болмайды. Санитарлық талаптар сақталып, азды кем іс-шаралар мен онлайн кештері өтеді деп жоспарланған. 23 жылдың ішінде елорданың атауы 3 рет өзгертілді. Не праздник, не ештеңе білінбейді. Адамдар түгел карантинмен есі шығып, ешқандай жағдай жоқ болады. Не чувствуется. Сказать, что ощущаю праздник, я не могу сказать. Ешқандай не болып жатқан жоқ қой. Мерекелік іс-шаралар жасап та керек емес деп ойлаймын. Сондай-ақ бүгін Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың да туған күні. 81 жасқа толған елбасы өкілеттігін тапсырғанымен саясат сахнасынан алыстаған жоқ. Елімізден бөлек оның Түркия, Украина мен Қырғызстанда ескерткіштері қойылып, 4 мемлекетте көше атаулары берілген. Бүгінде елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы, сондай-ақ ол қауіпсіздік кеңесінің өмір бойы төрағасы болу құқығына ие. Бұдан бөлек дүниежүзі қазақтары қауымдастығының басшысы, халықаралық беделін айтсақ, ең әуелі Еуразиялық экономикалық одағын құру идеясының авторы. Қолданыстағы Қазақстан әнұраны сөзінің авторы екенінде ескере кеткен жөн. Атақты голливудтық режиссер Оливер Стоун елбасы жайында түсірген деректі фильмнің трейлерін жариялады. Онда Назарбаев президенттікке қалай келгенін, Горбачев, Ельцин және Кеңес одағының ыдырауы туралы айтады. Ельцин говорил, я буду сидеть на твоем месте. Я видел пик их противостояния. Бұған қоса Стоун Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаевадан да сұхбат алған. Ол қиындыққа толы болған 90-шы жылдарды еске алды. Фильмнің ұзақтығы 8 сағат. Оны режиссер Игорь Лопатенок түсірді. Түсірілім тобы Нұрсұлтан Назарбаевпен 3 мәрте кездесу өткізген. Оливер Стоун Қазақстан тарихымен танысып, ерекше әсер алғанын айтты. Еліміздің 30 жылда қол жеткізген жетістіктеріне таңғалды. Мен түсірім тобындағы өзге де адамдармен сөйлестім. Олар осыған дейін біздің елді басқаша қабылдаған. Біз оларды тамсандыра алдық. Оливер Стоун соңғы жылдары көбіне саяси тұлғалар жайында деректі фильмдер түсіруге бет бұрды. 2017 жылы Путинмен сұхбат деп аталған 4 сериялы жобасы қызу талқыланды. Ұлытау ауданындағы өртке байланысты төтенше жағдай жарияланды. Ал малы қырылып қалған елдің шығыны қалай өтелетіні белгісіз. Үкіметтен комиссия құрылған жоқ. Толығырақ Аягөз Тұрсынбайдың материалында. Ұлытаудағы өрт туралы көпшілік күні кеше ғана білгенімен дала 5 күннен бері жанып жатыр. Жапанда отпен бетпе-бет қалған ауыл тұрғындары әкімдік көмекке келуге асыққан жоқ дейді. Сол күні Демеубай жайлауында 13 адам, оның 8-і бала үйге жасырынып жалынан аман қалыпты. Ал даладағы 4 түлік түгел өртеніп кеткен. Мен МЧС-тің жіберген машинасында адамдарында көрген жоқпын. Әкімдерден де МЧС-тен жіберген адам машиналарында бізге көмек болған жоқ. Әркім өз беттерімен қолдарынан келгенше 3-4 күн өртпен алысты.
Ұлытау ауданының әкіміне телефон соғып хабар ала алмадық. Басшысының орнына бізге ақпарат беруге тырысқан орынбасары әлі бірнеше ауыл өрттің ортасында қалғанын, тілсіз жауда ауыздықтау үшін 8 тонна жанармай жеткізгендерін баяндады. Әкімнің тағы бір орынбасары халықпен бірге оқиға орнында жүр, алайда әкімнің өзі қайда екені белгісіз. Аудан орталығынан 40 шақырым жердегі Қаскөл ауылының маңында 23 жастағы ер азамат көлігінің ішінде жанып кетті. Қырылған малдың әзірге нақты саны да, шығыны қалай өтелетінде белгісіз. Мысалға, малының басын қаншадан шағып есептейтіні, оның барлығының механизмі жоқ әлі белгіленбеген. Мүмкін бүкіл шығынын өтейді. Өтей алмаған жағдайда, онда жаңағыдай екінші вариантты қарастырамыз. Жетпеген жерін ары қарай сол қазақтың дәстүрімен елден жинау арқылы да жұмыстар ұйымдастыратын боламыз. Шенеунік қурап тұрған шөпке жай түсуі өртке себеп болуы мүмкін деген болжам жасайды. Негізінен жайылым жерлер жанғанын айтқан ол, өңірде өрттен кейін шөптен таршылық болмайды деп сендірді. Айгөз Тұрсынбай, Еркелан Тойболдин, Айбат жаңалықтары Қарағанды облысынан. Шаруалар өртпен 5 күн бойы арпалысып жатқанда үкімет үнсіз. Ал аудан басшылары тікұшақпен өрттің 5-ші күні ғана жетті. Өрт сөндірушілерге қызыл жалын туралы хабар 3 күн бұрын түскен. Жақын маңдағы құтқарушылардың 40 шақырым жердегі ауылға жетуіне 2 сағат кеткен. Ресми мәлімет бойынша 1500 гектар аумақтың түгі қалмай жанып кетті. Құтқарушылар өрт қашан толық ауыздықталатынын айта алмайды. Мен сіздермен келесі жарты сағатта жүздесетін боламын. Ал қазір Оян Қазақстан, Диана Ердана, Астана күні құтты болсын. Рахмет, Перизат, сөз кезегін бергенге. Ал енді біз Диана екеуміз бүгін қызықты да керемет қонақтармен, жаңалықтармен бағдарламамызды өрнектейтін боламыз. Ерте тұрған елдің бірісі де ырысы да артық. Бүгінгі бағдарлама осындай қызықтарға толы болмақ. Таңғысын тек қана адамзатпен ғана емес, айналаңызбен де жақсылап тұрып, амандасып, сәлемдесіп алыңыз. Бұл сізге қосымша энергия береді. Біз негізі Ердана екеуміз сіздерге уәде еткенде бағдарламамызды қызықты ақпараттармен толықтырамыз. Алдымен аңдатпа. Піскен қарбызды қалай таңдауға болады? 27 тілде еркін сөйлейтін Кэмерон. Алтын адам, әйгілі режиссер Оливер Стоун қандай қазақ туралы фильм түсірді? Елде карантин, бірақ демалыс орындарында ұзын сонар кептеліс. Сонымен бүгін елорданың туған күні, менен бірақ жасқа ғана кішеген елорда. Сен 24-тесің ғой? Мен 24-те, елорда 23-те. Мен сені бір 28-де ме деп жүрсем. Бірақ елорда сізден қателеспесем, онда 5 жылға үлкен екен. Сіздің жасыңыз 18-де ғой? 18-де. Бүгін бізде енді осы 23 жылда елорда төрінде Сарыарқаның құшағында қаншама жас талант өсіп жатыр. Оған дәлел көп. Сен дұрыс айтасың. Біздің студиямызда Арқаның төсіндегі Айшықты қаласын әлеуметтік желіде сан қырлы етіп салатын, әсем келбетін әлемге паш ететін жандардың бірі. Еңлік Ғани қызы отыр, Еңлік Инстаграм мен ТикТоктың жұлдызы. Алдымен көрерменге сенің танымал ТикТогыңды көрсетіп алайық, Жақсы. Просто огонь, шагает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка. Бәрекелді. Еңлік, расымен де қазір кезде енді ғаламтордың дамыған заманы. ТикТоктың арқасында тек қана елімізге ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемге танылуға болады. Осы видеоңды көріп, көптеген шетел азаматтары таң қалған шығар. Бұл қай елдің қызы, қай елдің аруы деген сияқты. Бұл ТикТок неше қаралым жинады? Шамамен бұл ТикТок 120-150 мыңның арасында просмотр жинады, қаралым. Оның тағы да лайкі бар ғой, Лүпіл деп аталады ғой? Лайк саны 10-12 мыңдай, қателеспесем, 15 мың. Біз жаңа Еңлікпен гримдау бөлімінде тағы да біраз сөйлескен едік. Еңлік маған сол кезде актриса болғым келеді деп айтты. Яғни бізде енді Диана ТикТокта да, Инстаграмда да шебер, қолданушы, хас шебері. Бұл кісінің қолданушылары да, лүпіл басушылары да көп. Енді
қазір бірақ сондай тәжірибелі маман болса да сенен бір кеңес сұрасақ, TikTok'та қазір не трендте? Қандай да бір әрекет көрсетесің бе бізге, бір би көрсетесің бе? Соны негізі расымен де TikTok'та оқырман санын жинау үшін не істеу керек? TikTok'та қазіргі таңда жалпы тренд әр апта сайын, ай сайын түрлі билерден, пародиядан, жаңағы бір фильмнің үзіндісін алып, адам өзінің мимикасымен соның рөлін сомдап, былайша айтқанда миллиондаған просмотрлар жинайды. Сонымен қатар осылай қолдарымен түрлі движениялар жасап, билеп, сол арқылы Инстаграмда, TikTok'та өзіне 10 миллиондап, кейде 1 миллиондап, 100 мыңдап просмотрлар жинайды. Трендте болу үшін бір белгілі уақыт керек пе? Мысалы, Инстаграмда таңертең, таңғы 7-де, кешкі сағат 6-да видеоны салса, қаралым көбейеді дейді. А TikTok'тың өзінің ережелері бар ма бұндай? TikTok'та ондай алгоритм шынымды айтсам жоқ меніңше. Мен өзім қалаған уақытында сала бересің. Мен негізі тиктокер емеспін, былайша айтқанда мен Инстаграм бағытым жалпы. TikTok'та қалаған уақытында саласың, және де күніне 10-15 видео салсаң, соның бір-екеуі рекомендацияға түсіп, жаңағыдай 100 мыңдап, миллиондап просмотр жинауы әбден мүмкін. Мен аптасына бір видео салып қарап отырамын. Лайк келді ма, маған пікір жазылды ма деген сияқты. Енді дәл қазір өзіңе ұнайтын, көңілінен шығатын бір TikTok билеп берсеңіз. Әрине мен қазір онда жаңағыдай өзімнің Инстаграмда шамамен 150 мыңдай просмотр жинаған видеоға пародия жасап берсем, өзіме ұнайтын. Қазір ол үшін киімді ауыстырасың ғой? Ол үшін тезірек киімді ауыстырып келсем, Әрине, әрине. Сені өтеміз, Диана, сен мына жерде тура еңлікте емтихан алғандай болдың ғой. Инстаграмда сағат нешеде? Емтихан емес, өзім білмейтін сұрақтарымды біліп алайын деген ғой. Солай ма? Енді сенен қарағанда мен алыстауымын TikTok. Өйткені жаңа айтып жатыр ғой, TikTok'та танымал болу үшін күніне 10 видео салу керек. Мен бір видеоны салам деп, үйім шашылып, терлеп, көйлек көшегім қайсын кием деп, онда талдайтын шығарсың. Расымен де андай арнайы переходтар бар, киімді ауыстырасың. Былай лақтырып жатқан сияқты боласың да, киімің ауысып жатады. Оны түсіріп бітем дегенше бір 30 секундтық видео. Үйде бір 100 шақты киім шығаратын шығармын. Еңлік бізде дайын. Болдым, осылай. Актрисасы сияқтысың ғой. Айттым ғой, актриса боласың. Мен жалпы өзім негізі кішкентай кезімнен бері театрға жақынмын. Жаңа айтқандай болашақ мамандығым негізі актриса. Сондықтан да биге қарағанда осындай актерлік шеберлікке көбірек қызығамын. Жасыңыз нешеде қазір? 16-да. 16-да, яғни мектепті бітіргеннен кейін шабытқа бұйырса, оқу орнына түсемін. Арманыңызға жетіңіз. Сонымен бізге музыка керек қой. Әрине, мен тұрып айта беремін. Әрине, өзіңізге ыңғайлы етіп. Жақсы, жарайды, музыканы онда қоса берсе болады. Музыка бізге. Сальто жасамаңыз бірақ. Шықтым үйден формамды үтіктеп, қалай брат еп-теп ет-жеп. Бүгінге цель қалаға шығу, арасында 3-4 қыз сындыру. Көздері банка, прямой осанка, чё там брат делать, вперед как танка. Не осылай, Мен негізі бұл видеоны көргенмін, бір емес бірнеше адамдар дауыс салып түсіреді. Бұл жерде негізінде екі адамның жаңағы диалогы, соны бір адам әртүрлі кадрдан алып, әртүрлі киімде түсіреді негізі. Әттеген-ай, ертерек білгенде мен сөздерін жаттап келетін едім. Бірге жасайтын Сөйтіп екеуміз көздері банка, осанка деп. Енді біз кеше зерттеу жасадық еңлікке байланысты. Еңліктің ән айтатында қыры бар екен. Кезінде есіңде ме? Төреғали Төрәлімен ән айтқан кезің. Сені сол кішкентай кезіңдегі видеоны біз қазір плазмадан көрсетсек. Күндіздерің таныдың ба? Жұлдыз бедің? Сенің жұлдызыңнан жанашпаған сырды іздедім. Бұл кезде жасың қанша деді? 10-11 жаста. Тақылдап тұр екенсің. Осы кезде де ұялмай Төреғалимен тең болып кәдімгіден айтып тұр екенсің. Енді осындай әнге, өнерге кім тәрбиелейді? Әлде өзің ұмтыласың ба? Негізі мені кішкентай кезімнен осы өнер жолына келген анам болатын. Осы студияда отыр. Біз тағы да жалпы анам,
апам, атам маған қолдаушы болған кісілер. Осы кісілердің арқасында жалпы ең алғаш рет Балапан телеарнасына шығып, 4 жылдай тікелей эфирде бағдарлама жүргізген болатынмын. Ал одан кейін актерлық шеберлік үйірмесіне қатысып, вокалға қатысып, ары қарай өзімді осы актерлық жолда дамыта бастадым. Еңлік негізі енді таланттың барлығына мәлім сияқты. Жаңағы видеодан да көріп отырмыз, әп-әдемі тақылдап, ұялмай ән шырқап жатыр. Қазірде тик-токта әдемілеп билеп беріп жатсын. Болашақта сені үлкен экрандардан көреді деген сендеміз. Күнің сәттілікке толы болсын. Рахмет, сіздерге де. Танымал жұлдыз болуыңа тілектеспіз. Әумин, рахмет. Алтынбат көрермен, экраннан алыстамаңыздар. Бізде қазір қысқа ғана жарнамалық үзіліс, одан кейін Ердана екеуміз Оян Қазақстанда ары қарай жалғастырамыз. Оян Қазақстан, егер де ұйқыларыңызды қимай, төсекте рахаттанып жатсаңыздар, онда сіздерге айтар кеңесіміз бар. Бірден төсектеріңізден тұрып, жаттығу жасап, ыстық кофе ішіп, керемет музыка қойсаңыздар, көңіл күйлеріңіз де көтереді. Бірден оянып та кетесіздер, өйткені кейбір адамдар ұйқыларын қимай жата береді ғой. Сөйтіп 1-2 сағат өтіп кеткенде өздері байқамайды. Енді Диана, көрермендермен қоса саған да мен бір ойын дайындап келдім. Осы көңіліңді көтеру үшін, ұйқың ашылсын деп. Қазір енді Астанада даму деген секунд сайын. Иә. Енді мен қазір саған экраннан елорданың тарихи суреттерін көрсетем. Сен соның қазір қандай өзгергенін, қазір қандай ғимарат екенін маған тауып айтып бер, жарай ма? Мен елордада тұрғаныма 3 жыл болды. Енді қателессем, ешкім ренжімейтін шығар. Енді ештеңе етпес, бар жоға 3 қоям, 4 қоям дегенде. Солай ма? Жарайды ендеше көрейік. Енді Нұрсұлтанның қазіргі бірінші суретін көрсетейік, тарихи. Мынау қай жер? Жастар сарайы шығар. Дұрыс, аудармасы де. Енді бірінші сұрақ оңай болады. Жарайды. Екінші. Мынау гостиный ряд деп тұр. Бұл қонақ үй шығар. Бірақ өзім қазір қай жерде орналасқан өзім білмейді екенмін. Бұл қазір оң жағалауда орналасқан әмбебап сауда орталығы. 1890 жылы Ақмолада салынған негізгі сауда ғимараты болған екен. Міне, қазір түрі осындай. Иә. Жақсы. Міне, осындай қазір. Енді ғимаратта 72 дүкен мен 10 ұсақ сауда дүкендері бар екен. Келесі 3-ші суретте. Дворец Целинников дейді. Негізі менің анам осы Целиноградта туылған қыз. Анама қоңырау шалсам болады ма? Помощь другу деген бар ғой? Бар. Әрине. Сол кісі біледі осы бүкіл ғимараттарды, өйткені мен онша қатты танып тұрған жоқпын. Бұл қазіргі Конгресс-холл немесе Астана концерт залы болып өзгерген. Біздің әншілер мен жұлдыздардың жиналған жер. Міне енді танып тұрмын. Жақсы. Ал енді келесі сурет, 4-ші сурет. Мынау ше? Целинный, барлығы Целинный деп аталады екен, кинотеатр. Бұл да қазір енді кинотеатр шығар. Қателестің, таба алмадың, бұл Зодиак деген мейрамхана. Солай ма? Міне, қазіргі түрі осындай. Былай таним, ішінде бильярды бар. Мен осы жерде көп жүрем, негіз. Жоқ, көп жүрмеймін, бірақ барып көргенмін. Жарайды. Бір күні бірге барып бильярд ойнасақ жақсы болады секілді. Ердана, сен бір күні деп маған көп әлі қарыз апармай болып жүрсің ғой десе. Суреттер бітті, жаңалықтар. Ең қызығы бар екен. Мынау ше, мынаны таба алмайсың мынаны. Енді өте жақынсың. Ыстық. Біздің отырған ғимарат па? Иә. 7-ші арна? 7-ші арна. Бұл осыған дейін Сейфуллин атындағы кітапхана болған екен. Одан кейін университет ғимараты болды, қателеспесем. Ұқсамайтын сияқты, қатты өзгерген. Біраз модернизацияға ұшыраған. Расымен де бүгінде елорда адам танымастай өзгерді, жаңарды, жасарды, көз тоймастай көркем ғимараттармен толықты. Алайда елорданың біз білмейтінде қыры бар, осы уақытқа дейін еш өзгермеген тұстарын Кенжекей Тоқтамұрат айтып береді.
Елорда күні құтты болсын. Мен бір қираған ескі қаладан құттықтап тұр деп ойлап қалмаңыздар. Мен Нұрсұлтан қаласының қақ ортасы үлкен Алматы ауданында тұрмын. Артымда үлескерлердің 15 жылдан бері бітпей келе жатқан үйі, айналамда карьер. Жалпы жыл сайын әкімді әдемі костюммен көрсеңіздер, бүгін біз сандықтан ол кісінің жыртық кір киімдерін алып шығуға тырысамыз. Кеттік. Қордай емес Артау көшелерінің қиылысында айналасы қоршалмай тұрған мынандай карьер бар. Алматы ауданына қарасты жер. Әкімі Бектенбай Есполов. Күн ыстықта бұл жерге кейде балалар шомылады. Жанында бірнеше үлкен тұрғын үй, балаларға арналған теннис орталығы тұр. Бет аулақ, бірақ ертең мына қуыршақтың орнында баланың денесі жатса, Бектенбай Есполов не деп жауап берер екен? Ал Сарыарқа ауданының әкімі Есет Бәкен өзіне қарасты көшеде мына теміржол тоқтары ашық-шашық жатқанын білем екен. Өндіріс ауданындағы мына теміржол өткелінің жырын Алтай Көлгіновті қосқанда 9 әкім шеше алмай отыр. Өндіріс қаладағы адам көп тұратын ауданның бірі. Пойыз өтетін бірнеше бекеті бар. Бірақ сол өткелдерден жая өтетін де, көлікпен өтетін де көпір жоқ. Таңертең кешке кептеліс, балалар мен жастар өмірін қауіпке тігіп жүреді. Әкімі оларды керек қылмаған соң бұл ауданның тұрғындары да Елорда күн от шашумен емес, жер қазумен қарсы алатын сияқты. Байқоңыр ауданы жыл 12 ай мынандай көрініспен өмір сүреді. Әкімі Нұрбол Нұрсағатов. Халық бұл жерді чугункай дейді. 200 мыңнан астам халқы бар. Жаңа қаланың халқы сияқты бұлар да мүлік, жер, көлік салығын, ал республикалық бюджетке жалақысынан табыс салығын төлеп отыр. Бірақ соғыстан қалғандай қорқынышты жерлерде өмір сүруге мәжбүр. Қаланың аудандары мен халқы ашық дискриминацияға ұшырап жатқанын осы фактордан аңғаруға болады. Бүгін Нұрсұлтан қаласының шенеуніктері әлгі шырылдауық шегіртке сияқты ән айтып той-тойлап сауық сайран құрып жүргенде қалада қарауыз қалған тағы бір ауданды көруге болады. Тағы бір мәселені дейік. Өздеріңіз білесіздер, қысқа дейін Нұрсұлтанның бірнеше ауданы газге тартылу керек. Сол үшін мынандай құбырларды тартып жатыр. Бірақ айналада жұмысшы жоқ, тұрғанымызға біраз уақыт болды. Ал мына құбыр тартылған қалған, шұңқырдың іші қоққа толған. Бұған бала шаға құлап мертіксе, кім жауап береді, құрметті шенеуніктер? Кенжеке осындай өткір мәселелерді жиі талқылайды. Осындай бір тағы да бір қызықты жаңалық әлеуметтік желілерде тарап жүр. Президенттің бастамалары ұнаған соншалық әлеуметтік желіде мынандай бір түрлі құрмет көрсетіліпті. Есімін атағысы келмеген бейтаныс адам мемлекет басшысының суретін жамбасына тату етіп салдырып алыпты. Суреттің авторы Айтқабыл Бұзаубаев оны өзінің әлеуметтік парақшасында жариялаған. Біз Айтқабыл мырзаға хабарластық, бірақ сұхбат беруге үзілді, кесілді, қарсы шықты. Не себепті салған біліп алайын деген едім. Оны кімге көрсетпекші, кімге мақтанбақшы? Қазір хайп деген керемет нәрсе ғой. Негізі тату жасаған кезде адам деген бір баяғы замандарда, тайпаларда осындай татуды белгі ретінде қай жақтан шыққан, немесе түрмеде отырған ба? Енді бірақ мына кісінің мақсаты ондай болды деп ойламаймын. Жарай, жалғастырайық. Ал 3 Оскардың егері Оливер Стоун Нұрсұлтан Назарбаев туралы фильм түсірді. Қазақ алтын адамының тарихы. Туындының дайындық жұмыстары осыдан 2 жыл бұрын басталған екен. Голливудтың белді режиссерінің елбасы туралы деректі фильм түсіруіне не түрткі болды және оған қанша қаржы жұмсалуы мүмкін, әріптесіміз Әлихан әңгімелесін. 8 сағат. Бұл Оливер Стоунның елбасы туралы түсірген фильмнің ұзақтығы. Картина «Қазақ алтын адамның тарихы» деп аталады. Дегенмен фильм елбасының 30 жылдық еңбегі Кеңес одағының түйреуі төңірегінде екен. Алдымен көріп алайық. Welcome to Kazakhstan. Я рад, что я с вами знакомлюсь сегодня. Американец, которого я уважаю. Я всегда вспоминаю, с чего я начинал. Я сын необразованных христиан. Елбасымен сұхбат жазып, Қазақстан туралы келісті кадрларды түсіруге белді режиссер Оливер Стоун өзі ниет білдірген. Америкалық тарап 2019 жылы ұсыныс білдірді. Біз ұсынысты қуана қабылдадық. Түсірілім жұмыстары 2020 жылы жүргізілді. Осы аралықта Оливер Стоун мен Нұрсұлтан Назарбаев 3 рет кездесті. Әр кездесу шамамен 4 сағатқа созылды. Елбасымен сұхбаттан бөлек түсірілім тобы Қазақстанның бірнеше өңірінде болды. Дәл осындай картинаны Оливер Стоун осыдан 4 жыл бұрын түсірген. Ол жолы спикер Ресей басшысы Владимир Путин болған еді. Ол фильмді америкалық режиссер $3,5 миллион түсірді деген сыбыс бар. Ал елбасы туралы фильмнің қаншаға түсірілгені белгісіз, мүмкін тегін, ол да жұмбақ.
Қазақстандық киносыншылардың айтуынша, Голливудтың белді режиссері Оливер Стоун мұндай фильмдерді арзан бағаға түсірмейді. Елімнің тұмса табиғат қандай керемет. Енді тағы да осындай сұлулыққа қазір сөз берейін деп тұрмын. Айбат жаңалықтар қызметі. Перизат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Диана Ердана, ендеше Айбаттың соңғы жаңалықтарына назар аударайық. Қазақстан коронавирустың таралуы бойынша қызыл аймақта бір тәулік бұрын елімізде антирекорд тіркелді. Бір күнде 3031 адамнан ковид анықталды. Бұл пандемия басталғалы ең үлкен көрсеткіш. Індеттің таралуына байланысты еліміздің бірнеше өңірінде карантин күшейді. Елдегі эпидахуал жайында толығырақ алдағы сағаттарда әріптесім Алмас Амангелді айтып береді. Ал ақш пандемияны жеңуге шақ қалды. Бұл туралы ел президенті Джо Байден Америка тәуелсіздігі күнде сөйлеген сөзінде айтты. 245 жыл бұрын тәуелсіздігімізді жарияладық. Бүгінгі таңда қауіпті вирустан дербестігімізді жариялауға жақынбыз. Алайда бұл ковидпен күрес бітті деген сөз емес. Ақ үй басшысының мәлімдеуінше індет қарқыны сейіліп, ел экономикасы жандана бастаған. Алайда президент қалыпты өмірге толықтай оралу үшін азаматтар вакциналауы тиіс деді. Халықты вакциналау деңгейі жоғары мемлекеттер тізімі белгілі болды. Bloomberg агенттігі жасаған рейтингте Біріккен Араб Әмірліктері көш бастап келеді. Мұнда халықтың 72%-нан астамына екпенің 15,5 миллион дозасы салынған. Екінші және үшінші орындарда Сейшел аралдары мен Бахрейн корольдігі тұр. Бұл елдерде де азаматтардың шамамен 70% вакциналған. Агенттік статистикасы бойынша жалпы планета тұрғындарының 20%-дан астамы ковидтен қорғалған. 71 жасында мезгілсіз дүниеден озған халық ақыны Әселхан Қалыбекованың жаназасы бүгін туған жері Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында беріледі. Айтыстың ақтаңгері ақындығынан бөлек журналистика мен мемлекеттік қызметте де ізін қалдырған. Табан астында тауып айтатын талантының арқасында талай мәрте айтыста топ жарған. Айтыстың ағапасы атанған Әселхан Әлішер қызыны Есенқұлы Шақыпбеков Қонысбай Әбіловпен айтыстар ауыз әдебиеттің алтын қорына енді. От ауыз орақ тілді ақынның қазасына айтыскерлер мен өнер тарландары қайғырып көңіл айтуда. Ол кісі біздің күллі ақындардың анасы іспетті үлкен, себебі біз бала кезімізде мысалы сол кісілердің айтыстарын аңыз ретінде айтып жүрген жерімізде жатқа біліп, мысалы Есенқұл ағамыз жарықтықпен айтысқандарының барлығы. Бұл кісілер бізге айтысты аман-есен аманаттап жеткізген үлкен буын. Солардың өкінішке орай қатары күннен күнге сиреп жатыр. Ол жанымызға қатты батады. Әселхан Қалыбекованың үзеңгілесі ақындар айтысының жүргізушісі Жүрсін Ерман марқұмның өкпе қабынуынан қайтыс болғанын айтты. 15-18 күн бұрын Түркістанда айтыс өтті деп. Соған ауруханадан шығып келді. Өкпесі қабынған. Кешен өткізіп алған болу керек. Дәрігерлердің шамасы келмей қалды. Сырқатпен біраз алысты. Оның үстіне өзі де мойын сұнбай, соның алдында ғана бір апта бұрын қазақтың киелі төбесі Ұлытауға экспедицияның құрамында болып баралап көріп келді, қуанып келді. Көп қабатты үйлердің қабырғасын түрлендірген суреттер. Елорда көшелерінен муралдарды көптеп кездестіруге болады. Әріптесім Айбек Қосан Нұрсұлтанды аралап ерекше туындылармен танысып қайтты.
Нұрсұлтан қаласында кейінгі уақытта көп қабатты үйлердің қабырғасына мурал салу сәнге айналған. Егерде қаланы асықпай аралап шығатын болсаңыз, көбін кездестіресіз. Мысалы, біз дәл қазір Сарыарқа Жангелдин көшелерінің қиылысында тұрмыз. Жолдың ар жағына қарайтын болсаңыз, дәрігерлерге арналған арнайы сурет салынғанын байқайсыздар. Біз біргеміз деген Нұран Алыстан мен мұндалайды. Қала халқы бұл суретке оң баға берді. Жақсы, я. Жақсы, әдемі көрініп тұр. Ну, во-первых, дома преобразились, и город стал красивее. Біз қазір бояу кеппеген тағы бір суреттің қасына келіп тоқтадық. Бұл сурет мурал Тілендиев көшесінің бойында орналасқан. Атау айтып тұрғандай, сурет кімге арналғаны айтпаса да түсінікті. Нұрғиса Тілендиев пен Батырхан Шүкеновтің суреті бір аулада орналасқан. Көпшілік Батырды танығанмен қазақ өнерінің қарагері Нұрғиса Тілендиевті білмейтіндер де бар екен. Танымайым. Танымайсыз ба? Кісі не ғой? Музыкант. Тілендиев. Да? Бұл қабырға сурет ақынның 175 жылдық мерейтойын тойлау қарсаңында салынған болатын. Бұл күні Абай көшесінің бойына көрік беріп тұр десек артық болмайды. Ары бері өткен халыққа хакім біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп тұрғандай. Ал Ташенов көшесінің бойындағы үйде даңқты жауынгер Бауыржан Момышұлының суреті бейнеленген. Жоба жетекшісі Кристина Бекмурзаева Батырдың суретін әйел адамның ұстап тұруы тегін емес дейді. Здесь такой символ, скажем, любви. Бұл отбасының махаббаттың символы ретінде бейнеленген, яғни жауынгерлердің не үшін соғысқанын білдіріп тұр. Елде аналары, әпкелері, қарындастары осылай суреттерін қолына алып, сағына сарғайы күттемес пе? Муралдардың қай-қайсысын алсаң да әдемі. Бірақ сапасымен сақталу үшін кім жауап береді? Не әкімдік, не басқа органдар оған әзір бас қатырмаған. Қазір жарқырап тұр, ертең бүліне бастағанда кінәлілерді іздеу басталатыны анық. Айбек Қосан, Санат Иманғали, Айбат, жаңалықтар қызметі. Әзірге Айбаттың жаңалықтары осындай. Келесі кезекте әдеттегідей Оян Қазақстан. Менің сұлуда сымбат әріптестерім Диана, Ердана, сөз кезектері өздерінде. Көп рахмет, Перизат. Ердана, сен ұялып қалатын әдетің бар еді ғой? Жоқ, ұялмай тұрмын қазір. Негізі басында Ердана қаласында керемет сөздерді айтқан кезде Ердана қызарып кететін. Бірақ үйреніп алды. Үйреніп алдым, бетім үйреніп кетті. Қымбатты көрермен, біз Оян Қазақстанда әрі қарай жалғастырамыз. Иә, сонымен біз бағдарламамыз одан әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей қонағымыз да келіп қалды. Иә, Гүлмира ханым, қайырлы таң. Сізді ұйықтап қалды ма деп кішкене уайымдап кеттік сөйтсе. Келіңіз, отырыңыз, жайғасыңыз. Шашыңызды әдемілеп, боянып, әдем киіміңізді киіп келіпсіз, көңіл күйіңіз керемет сияқты. Әрине, тамаша, күшті десем, көңіл күй. Сізге де қайырлы таң. Бүгін мерекелеріңіз құтты болсын деймін сұрақта. Иә, сізге де бірге болсын дейміз. Иә, көбіміз үшін Астана жаңа бір бастамалардың қаласы. Енді сіздің өмірбаяныңызды кеше оқып отырып, Семейден, Абайдың туған жеріне шығыпсыз, шығыстың жауһар екенсіз. Енді одан кейін Көкшетауда да театрда еңбек етіпсіз. Сосын осы Астанада да жаңағы еңбек жолын жалғасып жатыр. Қалай ойлайсыз? Астана сіздің мансабыңызға, осы өнер жолындағы өміріңізге қалай әсер етті? Жақсы жағынан ғой, әрине әр қалада өзің жұмыс бастаған сайын өзіндік бір ерекшелігімен, өзіндік бір ұтымдылық жағынан жақсы жаңалықтар жаққа толы болады. Сондықтан менің ойымша әр қаланың өзіндік бір жетістігі, өзіндік бір ерекшелігі бар. Сондықтан Гүлмира, негізі мен сізді бұрындары неше түрлі сериалдардан көргенмін. Ұнататын актрисаларымның бірісіз, бірақ Сержан Братан сериалынан кейін қатты ғашық болып қалдым. Егер де көрермендеріміз танымай қалып жатса, Татешка десем бірден танитын сияқты. Осы сериалдан кейін достарыңыз, үйдегі танитын адамдарыңыз өйсіп әзілдеген шығар сізге? Иә, қазір көшеде кетіп бар. Енді көбіне түрімнен енді тани қоймайды. Иә, көбіне мен даусымнан. Өйткені қазір өмірде стиліңіз мүлдем басқа. Ешқандай Татешка емессіз. Әп-әдемі сұлусыз. Иә, көшеде былай өтіп бара жатқанда бәрі кетіп бара жатқанда бүйтеді. Енді үлкен бір кісілерді бүйтіп қарайды, Татешка ма, Сержан Братан анау-мынау дейді. Былай сөйлегенге дейін көп аса былай тани бермейді. Даусыңыздан танып жатыр ғой сонда. Бірінен ұнатып. Еще біздікілер былай ғой, былай айтатын, ана бір әйелге ұқсайды десе дейді. Солай актриса демейді, именно ана әйелге ұқсайды, солай әйелге деп. Негізі өміріңіз осы Сержан Братан сериалына дейін, одан кейін деп өзгерді ме? Енді
білмеймін енді қатты өзгерді деп айтпаймын енді. Бірақ жаңа қаралым жағынан, танылым жағынан енді кішкене көп деп айтсам болады. Енді бұрындасын мысалы сериалдарға түсіріп жүргенде, мысалы көшеде ондағы аудитория жаңа 50-ден жоғарғы аудитория, сол өйткені мысалы жаңа сериалдарды көрген кезде, сол мысалы Асыл Арман болса сондағылар, қазіргі аудитория жастар. Мынандай кішкентай өткенде бір кішкентай қыз жүгіріп келіп, маған жүгіріп келіп кетеді, маған сәлеметсіз бе дейді. Иә, сәлеметсіз бе. Сіз әлгі Сержан Братандағы әйел емессіз бе деп сөйтіп, сосын ойбай, жасың неше дейді, 7-демін дейді. Сен ондай, ол 18 жас қой, неге көрмесе? Бізде апам да көреді үйде деп қояды. Осылап бірге көретін тұр ғой. Осы сәтте айта кетейікші, енді бірі білсе, бірі білмейді екен, бұл сериал YouTube-тан шығып жатыр, танымал, қаралым жағынан бірнеше миллионға да жетіп үлгерді. Сержан Братан сериалын өзіңіз қысқа айтып берсеңіз көрерменге таныстырып. Қандай сериал? Енді бұл жерде қазіргі таңмен 90-шы жылдың екеуінің ортасы ғой. Көпір дейміз ғой. Сол кезде енді біз енді мектепте оқып жатқан кезде енді жаңа рекеттердің заманы деген енді бір жатты қиындау болды ғой сол кезде. Солмен қазіргі таңның екеуінің ортасын байланыстырған режиссер енді Әлішер Өтеев өте жақсы жұмыс болды. Сол жердегі енді қысқаша айта кетейін, менің негізгі сомдаған образым жаңағы Татешка деп отырмыз ғой, соның жаңағы әйелдердің 23 жыл бойы күйеуін күту енді. Яғни басты кейіпкер төбелестің кесірінен комға түсіп қалады да 23 жылдан кейін қайта өзіне келеді. Жоқ, төбелес болғанда ол құлап қалады. Естің алдында бір жай ғана былай қарасаңыздар ойға келмейтін нәрсе ғой, естің алдында бір мұзға құлап содан оқыс жағдай болды деңізше. Қазір енді көрермендерге содан сәл бір үзінді көрсетіп жіберейік сол жақтардан. Руки, Татешка! Татешка деме маған! Солнышко моя ташкентская, принцесса самаркандская. Пойдем, я тебе чай заварю. Ну-ка, здесь меня говори. Ты слишком много болтаешь. Мерекең мен козел. Негізі бүгінгі бағдарламадан кейін көптеген көрермендер YouTube-та ашып Сержан Братан сериалын көретін сияқты. Расымен өте қызық. Мен үйдегі әпкем бар, апам бар. Соларға көріңдерші, қызық болады, сендерге ұнайды деп көрсеткен едім, расымен де көңілдерінен шықты. Енді осы фильмдегі ең ұнаған жеріңізді қазір бізге салып ойнап бере аласыз ба? Жүрегіңізге қатты қалған бір бөлігін. Енді бүкіл енді ол сериалда әр жердің өзіндік бір ерекшелігі болды да. Жаңағы ішіп алған сахнасында енді қиын енді. Мамандықтың оңайы болмайды ғой, бірақ қиындау болды, бірақ білмеймін енді ондай ол жерлерді салу. Әр жері мен үшін қызық, өйткені әйелдің жаңа төзімділігі, жаңа күйеуіне барып тұрғандағы ішкі жаңағы состояниесі дейме, қобалжу, сондықтан білмеймін қай жерін салуға болатын тіпті. Сіздің сұхбатыңызда адамдарды жылатуға қарағанда күлдіру қиынырақ депсіз, комедияны жақсы көреді екенсіз сол жағынан. Бірақ өте ауыр дүние екен. Енді бірақ мына фильмде осы сериалда сіз әрі күлдіріп, әрі де жылатып, екі жақты да қатар алып жүр екенсіз. Осындай деңгейге жету үшін жас актрисалар не істеу керек? Енді бір жағынан ойлаймын, адамға опыт керек өзінен өзі. Одан кейінде енді ол адамның бойында бір сондай бір қасиет болу керек шығар, бірақ дей тұрғанмен адам неғұрлым ізденген сайын соғұрлым бір жетістіктерге жетеді. Өйткені Тараз театрында режиссер болған, енді ол кісі режиссер, Қуандық Қасымов деген сол кісі ылғи айтатын, киноны көр, бірақ ол киноның не туралы екенін емес, актердің ойынын қара дейтін. Сондықтан енді... Ал бұл образға ену үшін не істедіңіз? Бір зерттеген шығарсыз. Сол заманның әйелдері қандай болды, төзімді болды деп жатырсыз. Маған енді өзім көргеннен кейін бүкіл сахнасын айтып бере аламын. Маған ұнаған әсіресе күйеуіңізге ұнағыңыз келіп тұрады ғой. Етіңізді бояп, ана жаңағы деп. Майыз. Жатырыңыз үлкен крупный планмен берсе жақсы болар еді, сонымен. Еще режиссер маған айтады, қалай сен күйеуіңізге ұнағыңыз? Ну енді өмірде қалай дейді, енді күйеуім былай өтінде, былай. Қайтып
десем дейді осы. Бірден сынып қалады дейсіз ғой. Өйткені бүйтетініміз бар ғой енді. Білмеймін енді кейде енді көбіне енді ондай нәрселер бүйткен кинодан қараймыз енді өмірде үйде енді көп дей қоймаймыз ғой өмірде. Әдемі келтіргенсіз енді тамақ жеп жатқан кезде де ернін дұрыстайды, шашыңызды дұрыстайсыз. Енді Гүлмира ханым, көп рахмет келгеніңізге, сұхбатыңызға да, жаңа кеңестеріңізге де. Енді бізде осыдан бөлек, дәл осы жаңа Сержан Бұратанға дәл келетіндей қызық тағы да бір сюжет бар. Ол Санат пен Назеркенің бәсекесі арасындағы еңбекқор. Кім мықты еңбек етеді екен, кезек берейік. Көңілсің ғой? Мен саған дәлелдеуді қажет етпейтін бір факт айтайын. Ол су 100 градуста қайнайды. Қалай саған? Осы ма? Ал мен саған тағы да бір дерек айтайын. Біздің бүгінгі айдарымыз дәл осы бәліс сияқты дәмді болады. Дәмін көрем десеңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Өзің жеп қойдың ба сонда? Санат пен Назерке маманның көмекшісі болады. Қызығы сол, ассистенттік қызметке екеуінің біреуі ғана қабылданады. Шешім шеберде, берілетін уақыт 10 секунд. Аспазымыздар, біз үйде 3 жылмыз. Өзіңіз елестетіп көріңіз, 3 жылмыз. Тамақты ылғи да мен пісірем. Рожки, вермишель, картоп барлығын сиялым, тек бір көрсетсеңіз болды. Мен жұмыс қалыңыз. Бәрі бар ғой, мен қолымнан келеді, рас айтам. Сіз вообще күшті адам екенсіз, е? Аспаз мырза, көп сөздің қажеті жоқ, негізі іспен дәлелдеу керек қой, мен мынаның бәрін пісіре аламын. Назерке бәрін біледі екен, сондықтан оны үйретудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан мен бүгін Санатпен бірге жұмыс істеп көрейін. Айтпашы, Назерке мамы, өзің бірге алып кет, бұл керек емес. Жей бер сен, жей бер. Мен өзім пісіріп аламын. Бәрін өзің істеу үшін білім керек. Оған қоса ептілік пен тазалық болса, тіптен жақсы. Қолың таза ма? Қолың таза болмаса, барып қолың жуып кел. Өзім қап-қарамын, халат дәппақ, бас киім дәппақ, тересет болып тұрған жоқ па, андай? Құрметті көрермен, мұның бәрі сіздердің көңілдеріңізден шығу үшін. Енді қолымызды сүртейік. Ой, рахмет, мама. Мен бұл кісіні бекерге мама деп атаған жоқпын. Екеуміз ұқсаймыз ба? Бірімізді тапқандай, мамамыз. Ұқсаймыз, е? Мен балам ұқсаймын. Сіздің балаңыз ұқсаймын ба? Қазір суретейін, қазір. Қатира ханым суретті көрсетемін дегенше мені шеф шақырып алды. Қамырды 2 келіден бөлуді тапсырды. Мен әдеттегідей мінсіз орындадым. 2 килограмм 30 грамм. Жоқ, нақты 2 килограмм артық. Қолмен үзуге болмайды, қамырды алғанда былай аласың. Енді шеберлерде арасында қателесіп тұрады, оған мән бермеңіздер. Ал бұл ненің қамыры? Бұл француз булочкасы круассанның қамыры. Круассан суықты сүйетін тағам. Алдымен -20 градуста 2 сағат, одан кейін +4 градуста жарты сағат тұрады. Дайын қамыр +155 градуста піседі. 25 минут шыдай тұрыңдаршы, круассандарым болды. Ары қарай мен асқазанына барасыңдар. Асқазанның емес, сатуға кетесіңдер деп айтады. Иә, ол да рас. Немесе сатуға. Тұрыңыз, қанша? Бағасы қанша деп тұрған сыртында? 570 теңге, е? Сонымен, аспаздың жалақысы, түсірілім барысында танысқан анам, қызметтегі қызықты оқиғалар, сәлден кейін. Сөзіңіз бөлмей қойын, егер ұнаса деп айтыңыз. Мен уәдемде тұрам. Дәл осы бәліс сияқты дәмді болады. Айтпақшы, хабарымыздың қанатты сөзін ұмытпаңыздар. Еңбек етсең қор болмайсың, немесе қор жинайсың. Таң берекелі болсын деп эфирге жаңадан қосылған көрермендерге бұл Оян Қазақстан бағдарламасы дейміз. Енді еңбекқор айдарының 2-ші бөлімі болайын деп тұр. Меніңше ер адамдар аспаздықта мықты секілді. Әйелдерге қара. Не себепті олай ойлайсың? Өйткені Санаттың қолынан керемет круассандар шығып жатыр. Енді қазір пісті ме екен, осы сөзіме дәлел бола ма екен? Еңбекқор айдарының 2-ші бөліміне назар аударайық. Аспаз мырза көмекші етіп мені, яғни шын шеберді таңдады. Ал Назерке оған мынадай пікір білдіріпті. Қатырат деймін да, аспаз мырза. Білетін адамды алу керек қой жұмысқа. Шынымен жұмысшы керек болса деймін да. Ана қазір бәрін білдіреді, мен білем ғой, оны тамағын жеп көргем. Егер мен расымен бәрін білдіретін болсам, несіне мен пісірген тағамды жейсің? Назерке жеңілгенді мойындау керек қой. Ал асханаға оралайық. Жұмыс уақытында телефонды қолдануға болмайды. Абонент қазір қоңырау қабылдай алмайды. Тамақ пісіріп жатыр.
Біздің қазіргі мақсатымыз қамырды дәл осындай қалыпқа келтіру. Ол үшін сары май қолданамыз және бұл аппараттың көмегіне жүгінеміз. Круасан қамыры -20 градуста 2 сағат тұрады. Неге? 2 сағатқа салқындату себебіміз қамыр өзінің ашу процесін тоқтату керек. Аспаздың көңілін қалдырмау үшін мен мықтап дайындалдым. Қамырға салынатын тұз мөлшері, құйылатын су тіпті қажет емес болса да, картопты аршу жылдамдығына дейін меңгеріп алдым. Жаңа Назерке қалатын болса, кешіріңіз. Ал келесі сұрақ бәрімізді қызықтырады. Осы аспаздардың жалақысы қалай? Әртүрлі. Жақсы, мұны күн соңында беретін жалақыңыздан ақ білуге болады. Есін-ай, не деген керемет. Стоп, құрметті көрермен, асықпаңыз, оған да әлі жетеміз. Ал әзірге? Негізі бұл өнімдерді жасау жегеннен қарағанда қиынырақ екен. Бейнелеу өнері деген сабақ болушы еді ғой, есіңізде ма? Бейнелеу өнері? Иә. Сурет салатын. Иә. Сол кезде күз тақырыбына арналған сурет салып отырған сияқтымын қасым. Круассанды жұмыртқа қоспасымен әрлеп болған соң пешке қойдық. Температура +155 градус. Ыстықта қалмаңдар. 25 минуттан кейін тәтті тоқашымыз дайын болады. Оған дейін бос отырам ба? Сату бөлмесіне бардым. Міне басқа не керек? Кофе аласыз? Капучино ма? Рахмет. Тұрыңыз. Қанша? Бағасы қанша деп тұрған сыртында? 570 теңге, Күні бойы дамыл таппадым, аздап шаршағанымда рас. Дәл осы кезде Қатира ханым туған баласының суретін көрсетті. Абай екеумізді алмаймыз, қараш? Мен мына жақта жұмыс істеп жүрмін, мынау туысқан тауылған. Әне-міне дегенше круассанымыз да дайын болды. Есін-ай, не деген керемет. Мен үшін жұмыс уақыты аяқталды, бірақ аспаздар үйіне қайтуға асықпайды. Сонымен есеп айырысар сәтте келді. Бір смен, яғни бір адамның жұмыс өтілімі бір күндік. Ол 8 немесе 12 сағат болу керек. Сен енді 6 сағат жұмыс істегендіктен саған сенің жұмыс өтіліңе байланысты мен 6000 теңгеге бағалар едім. Сізге сәттілік. Құрметті көрермендер, еңбек етсең қор болмайсың, немесе қор жинайсың. Сонымен, менің еңбек қорымда 6 ұпай, ал Назеркеде 0. Әне айттым ғой, Санат жеңді, 6 ұпай біздің қанжығада. Әттеген-ай, Назерке, не болып кетті? Өзім барып көмектеспесем келесі. Негізі Санат расымен пысық жігіт. Ыдыс аяқты да жуа салады, еденді де жуа салады. Жұмыстарын өте шебер. Не деген пысықсыңдар осы? Санаттың басы боз, қыздар. Қыздар, бірақ ол қазір қалада емес. Жаңаға сюжеттің осыдан біраз бұрын түсірілген ескерте кетейік. Қазір Санат бізде жалғыз жолаушы болып шығыстан батысқа қарай сапар шегіп жүр. Оның сюжеттері, жалғыз жолаушы ретіндегі сюжеттері алдағы уақытта көрсетеміз. Ал қазір бізде... Осы сәтті қолдана отырып мен Санатқа сәлем жолдам келіп жатыр. Көріп отырсаң... Санат, біз сенімен біргеміз, заман бол. Әрине, телевизор көріп отыр деп ойлаймын. Стористарын көріп жаным ашып кетеді негізі. Неге? Өйткені жалғыз өзі жүр. Білмеймін, енді әпкесі ретінде жаным ашиды дегенім ғой. Жаңа біз енді тамақ туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Жаздың 2-ші айына да келіп жеттік. Негізі өз басым жазды қауын, қарбыз үшін қатты жақсы көремін. Балалық шағымда есік алдында бізде әңгелек деген болатын. Сары қауындар. Қауындар, это білем кішкентай бас пішіндесі. Соны мектепке барар алдында, яғни қыркүйекте үзіп алып, бір тіліп жеп кете беретінбіз. Сол сәттерді қатты сағындым. Енді жаз келді, шынымен де қауын қарбыздың нағыз уақыты. Біздің тілшіміз Құдайберген қарбыздың қалай таңдау керек екен өнерін, бүкіл қыр-сырын құпиялар білпекшін дайын тұр екен. Ол базарда бізге тікелей қосылымда. Құдайберген қарбызды таңдаудың құпиясымен бөліссең. Рахмет, студия. Расымен осы сұрақтың жауабын білу үшін біз міне Елорда қаласының базарларын біріне келіп тұр. Көріп тұрсыздар, дәл қазір қарбыз рет-ретімен мына жерде жүк машиналарына тиеліп, сатылып жатыр. Осы сатушылардың бірімен сұхбат құрып, осы қарбыздың піскен-піспеген нақты қалай білуге болады өздеріне сұрап көрейікші. Дәл қазір енді біздің жанымызда қызу сауда жүріп жатыр. Бақыт мырза, қайырлы күн, қайырлы таң. Енді біз білеміз, мен өзім де көріп жатам, қарбыз таңдаған кезде біз үстінен тоқылдатып жатамыз, діңін қарап жатамыз, оның піскен-піспегеніне қалай әсер етеді? Тоқылдатқан кезде қандай дауыс шығару керек піскен қарбыз? Піскен қарбыз бұлай, жігіттер.
Камераға қарап айтып берсеңіз, Мына жерде мына піскен, мына бәрі піскен қарбыз. Барлығы піскен. Кейін болды, мына іші осында ақтарбыз таппайсың братан. Міне, дауысын тыңдатып көріңізші бізге. Қандай болу керек? Міне, тыңқ-тыңқ етіп шықты дауыс болды ол піскен дарбыздың. Оны не үшін тоқылдатады адамдар? Сол піскен піспегенін біледі. Піспеген дарбызды андай болып дауыс жұмсақ болып естіледі. Мінекей, мысалы, мынау қарбыз жұмсақ қой, қараңызшы. Дауысы бір піспеген сияқты болып тұрмас екен. Қазір осымен сізге сойып көрсетемін. Көрсетіңізші өзге. Көрсетейін. Бұл сіздің ойынша піскен ба? Піскен. 100%. Ал сіздің ойынша піспеген болып тұрма ма? Иә. Солқылдап тұр өткен. Дәмін көріңіз. Расымен қып-қызыл екен. Неге бұл сонда солқылдап тұр? Солқылдап тұр болғанда бұл, КамАЗдың ең ірі дарбыздардың астында қалып кеткен бұл. Иә, расымен піскен. Піскен ба? Неге солқылдап тұр? Неге кішкентай мыналардан ауқымы? Неге кішкентай болғанда бұл... Езіліп қалды ма, піспей қалды ма? Жоқ, пісіп тұр бұл аға бұл. Барлығы пісіп. Діңін не үшін қарайды адамдар? Діңіне байланысты бір піскен-піспеген аңғаруға бола ма? Жалпы піспеген қарбыз, піскен қарбыздың айырмашылығы қандай? Айырмашылығы болғанда піспеген қарбыздың дәмі болмайды. Мынау піспеген қарбыз аппақ болады ол. Сырты көк көмек болады. Мынау сырты сәл сарғыштау болып тұр міне. Қараңдаршы берді оператор жолдас. Келмеді, мына сарғыштау болып тұр, күн түйген болып тұр. Ал піспеген дарбыз болған жағдайда міне, көк көмбек болады, піспеген жағдай болды. Полностью көк көмбек болады мына бәрі. Мынау піскен міне. Полностью. Мына жағы ағарып қалған жағы, бұл кесекке бұлай жатып қалған. Қысылып өскен анау. Рахмет. Болды. Саудаң жүрсін. Қарбыз қанша? Қарбыз 200-ден. 200-ден? Иә, оптым алатын болсаңыз келісеміз. Жақсы, құрметті көрермендер, дәл осылай жаз келді. Қарбыз жеңіздер, дәмін татыңыздар. Санат круассан пісіріп, құдай берген деп қарбыз жеп, адамның көзін қыздырып жіберді ғой. Иә, құдай берген бізге міндетті түрде бағана қарбыздан бір үлкен кесегін алып келсең екен. Бағдарламаның соңында жегенде кезекте жаңалықтарға сөз берейік. Перизат, бізбен бірге қарбыз жеуге келесің бе? Әрине, енді құдай бергеннің мынандай материалынан кейін Диана екеумізді Ердана сен міндетті түрде қарбыз жеуге алып баруың керек деп ойлаймын. Ендеше құрметті көрермен, Айбаттың соңғы жаңалықтарына назар аударайық. Қазақстан коронавирустың таралуы бойынша қызыл аймақта. Бір тәулік бұрын елімізде антирекорд тіркелді. Бір күнде 3031 адамнан ковид анықталды. Бұл пандемия басталғалы ең үлкен көрсеткіш. Індеттің таралуына байланысты еліміздің бірнеше өңірінде карантин күшейді. Елдегі эпидахуал жайында толығырақ жарты сағаттан соң әріптесім Алмас Амангелді айтып береді. Индонезияда коронавирус жұқтырған 33 науқас оттегі баллондарының тапшылығынан көз жұмды. Оқиға мемлекеттік ауруханалардың бірінде болған. Елде инфекция күніне 27 мыңнан астам адамнан анықталуда. Салдарынан емдеу мекемелерінде орын жетіспей, медициналық оттегіге сұраныс артқан. Oksigen pun sebenarnya Оттегі баллондарына сұраныс 3-4 есе артқандықтан жетпей жатыр. Бес өндіруші компаниямен келісіп, ауруханаларды 100%-ға қамтамасыз етеміз деп отырмыз. Ал Ұлыбританияда азаматтарға қоғамдық орындарда маска тақпауға рұқсат берілді. Яғни бетперде қолданып-қолданбау енді әркімнің өз еркі. Аталған ереже 2 аптадан кейін ғана күшіне енеді. Бұдан бөлек бірқатар карантин шаралары жеңілдетіліп, мекемелерге QR код арқылы кіру талабы да доғарылатын болады. Біз карантин шараларының бір күнге де ұзартылғанын қаламаймыз. Халықтың көбі вакциналды, эпидахуал тұрақталған. Енді коронавируспен өмір сүруге үйренуіміз керек. Тараз қаласының әкімі кабинетінен шықты. Шенеунік халық саябақтары мен аулаларда қабылдап жүр. Мұндай жұмыс тәсіліне қатысты халық пікірі әртүрлі. Бірі жарнама десе, екіншісі жаңа басшыға мүмкіндік беру керек дейді.
Жылқыбаев. Ол келді дейді, оның қарасын да көрген жоқпыз. Мыналар жазып жатқан хат қайда барып жатыр? Әкім келген емес бұл маңайға. Әкімді көрдіңдер ме? Енді тұрғындар Тараз әкіммен тура өз ауласында кездесе алады. Өйткені қала басшысы кабинетке қамалып отыруды құп көрмейді. Мысалы, бүгін Ержан Жылқыбаев саябақ ішінде жұрттың мәселесін тура 4 сағат тыңдады. Тараздықтар бастама арзан пиардың бірі болып қалмаса игі дейді. Жарнамамен ғана айналыса бермей, іс жүзінде нақты нәтижелі тірліктер жасаса деген тілегіміз бар. Кейіпкерімізде аулалар абаттанбай, ойын алаңдары жетіспей жатыр деп әкімнің көшпелі қабылдауына қатысқан. Базын айтып келгендердің бірі, әкімнің уәдесі ауада қалықтап қалды десе, екіншісі түсіністікпен қарайық деп тарқасты. Әкімет мынаны стадионды бастады, осы түрмен тастап кетті, бітірген жоқ аяғына. Содан кейін үйдің сыртын бәрін асфальттап береміз деген Г-образный жасады, оны да аяғына дейін жасамаған. Әкімге мен көп рахмет айтам, енді жаңадан келіп жатыр, іскер адам. Ал әкім жаңа бастамасын жарнама деушілер жыл аяғын күтсін дейді. Ол 90 миллиард теңгеге 20-ға жуық жоба жасапты. Алдағы 3 жылда Таразды түлетемін деп сендірді. Мен келгенмен 3 айдан асты, жылдың соңына менің жағы айтып атқан жобалардың барлығын іске асыру, сол кезде мен есеп беремін. Сол кезде сол жазып атқан хейтерлер болсын, сол жазып атқан жағы диванный критиктер сол кезде айтар. Жарнама ма, жоқ нақтысы ба? Айтпақшы, әкім қаладағы 600-ден астам аула алдағы 4 жылда түгел абаттанады деп отыр. Ал биыл 15 аула салынбақ. Сондықтан ойын алаңдарына алаңдаған елге күдер үзбей күту керектігін айтты. Данияр Әлімқұл, Нұрлыбек Құдияров, Айбат жаңалықтар қызметі, Тараз. Алакөл жағажайы қауіпті болып барады. Құтқарушылар оған жауапсыз кәсіпкерлер кінәлі дейді. Демалушыларға скутерді жалға беретіндер қауіпсіздік ережелерін сақтамайды. Жаз басталғалы 22 кәсіпкерге ескерту жасалған, қауіпсіздік шараларын демалушылардың өздері де өрескел бұзатын көрінеді. Тәртіп сақшылары 2 аптаның ішінде мас күйінде суға түскен 40 адамға хаттама толтырыпты. Олардың 32-сі балаларын қараусыз қалдырған ата-аналар. Туристік кезең басынан бастап 200-ден астам азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Алакөл жағалауында қоғамдық тәртіп бақылау үшін 50 қызметкер аппарат департаментінен бөлінген. Азаматтарды қабылдау үшін 5 стационарлық бекет орнатылған. Ал елорда күні қарсаңында Нұрсұлтанда құтқарушылар саябағы ашылды. Мұнда құрмет тақтасы орнатылып, төтенше жағдай қызметкерлері үздіктерінің есімдері жазылған. Саябақта экстремалды спортты қолдау мақсатына арнайы кедергілер орнатылған. Паркур ойын алаңы бар, кіреберісінде 1964 жылы шыққан МАЗ-205 көлігі қойылған. Сөйтсе, бұл өрт сөндіру машинасы елбасының өмірі туралы түсірілген фильмде көрсетілген екен. Новый парк посвященный. Бұл саябақ өте ерекше екен. Осындай саябақтар керек бізге. Менің ойымша, жастарға сондай адамдарды білу керек. Мынау мен күшті барған паркым. Екінші рет барып тұрмын. Екінші рет келіп тұрсың, иә? Өскенде кім боласың? Өскенде өрт сөндіруші болам. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін Оян Қазақстан. Оян Қазақстан әніміне дегенше 1 сағат 10 минутымыз өтіп кетіпті, бірақ біз сіздерге керемет сыйлықтарды дайындап қойдық. Бүгін бағдарламамызға өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз келіп қалды, күтіп тұр. Сонымен біз студияға төрімізге Алтынай Жорабаеваны шақырамыз, әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Қайырлы таң, мереке құтты болсын. На теплоходе музыка играет. Кешегі стористің негізгі әні болды ғой? Негізі мен таңертең көрдім бұл стористі. Бүгін ба? Иә, таңғы 5-те жұмысқа келіп, мына студияда сол әнді айтып жатырмын. Не деген ән дейді режиссерлар. Мен айтымды Алтынай ханымның әнді. Сондай болды. Өйткені сіз көңіл күйіңіз әдемі, жарқын болып тұрсыз. Кеше яғни Есіл бойында, кемемен. Есілдің үстінде. Сөйтіп, ән айттыңыз. Осы жайлы айтып берсеңіз, яғни бұл мерекеге орай берілген концерт. Нұр Сұлтан қаласы әкімдігінің тарапынан біздің филармонияның әншілері
концерт қойдық. Негізі бүгін тағы да болады, келіп көрсеңіздер болады. Негізі керемет концерттер болып жатыр, әрине карантиннің кесірі деп айтсақ та болады ғой. Концерттің түрлері өзгерді, қазір машинаның үстінде. Өз өтірігімізге өзіміз сеніп жүрміз деген сияқты. Машинаның үстінде ыстық болсын, 40 градус болсын, әншілеріміз әдемі тұрып алып, ән айтып жатыр. Енді халықпен бірге былай көзбе-көз концерттерді сағындық шынында айтсақ. Басқаша энергетика, басқаша. Сол халықта сіздерді сағынып деп ойлаймыз. Енді Алтынайхан, сізді кішкентай кезімде, мысалы өз басым тыңдап өстім. Азия даусында ән айтқан кезіңізден бастап, жаңағы одан кейін сіздің жаңа өмір өзен деген әніңіз бар. Кішкентай кезімде соның караокесі бар болатын еді. Біз екеуміз қол ұстасып деп сол жерден бір ән айтып отыратын, даусым жетпесе де. Сізде осы жерде келгеніңізге қарап қатты қуанып отырмын. Сіздің енді осы Астанаға арнаған ерекше бір ең танымал, Астана жайлы ең танымал әндердің бірі. Елімнің жүрегі Астана жаңағы Махамбет Түгелбаев пен Сараш Қоңырбаеваның сөзіне жазылған ерекше әніңіз бар. Енді осы ән сіздің өміріңізге басқаша бір леп алып келді ғой деймін, сол жайлы айта кетсеңіз, қандай өзгерістер алып келді? Енді бұл ән 2002-нің аяқ жағында шыққан болатын. 2003-тен бастап концерттерге қосыла бастады. 2003 жылдан 2008 жылға дейін бұл әнсіз ешқандай концерт басталған емес, аяқталған емес. Үлкен бір леп болды. Оның үстіне кәдімгідей біздің Астананың гимн деп айтсақ та артық айтпаған болар едік. Себебі оның өзін біздің Төлеген Мұхамеджанов ағамыздың өзінің айтқаны бар. Жаңағыдай тіпті интервьюларында тыңдағанмын, оқығанмын. Осы Астанаға көшіп келген кезімде дейді, Айдалаға келмен қайда келдім, мүмкін қайтам ба деп екі ойлы болып жүргенде, осы Алтынайдың орындауында осы әнді тыңдап, өз-өзімді жаңағыдай қолға алып, Астанамызбен мақтанатындай жағдайға жеттім деп. Содан кейін бір концертте, ол тіпті бар шығар, мүмкін ютубта ма, мен айтып жатқан кезде Төлеген ағаны көрсетіп қалғанда екі қолын бетіне басып жылап отқанда. Бір ерекше сезім берген ғой. Сондай айтады, әр естіген сайын, қазірдің өзінде де айтады, әр естіген сайын көзіме жас келеді дейді. Сол мақтанам деп. Кеше де осы әңгімені айтқанда Нұрсұлтан Құрманның өзі айтты. Мен де сондай дейді. Осы әнді тыңдаған кезде кәдімгідей осы Астанада тұрып жатқаныма қуанып кетемін дейді. Әйтпесе кәдімгідей кейде көңіл күйім түсіп бір кеткім келіп кеткен жағдайда осы әнді тыңдасам, көңілім орнына түседі деп айтқанда кәдімгідей қуанады екенсің сондай. Мүмкін осы сәтте бір қайырмасын бір орындап жіберсеңіз. Акапеллалар айтты. Шумағымен орындайын ба? Шумағымен. Қарсы емеспіз. Астанам көп қараймын мен келбетіңе, мен келбетіңе, мен келбетіңе. Балғынсың жасқайыңдай өстер бетіле, өстер бетіле, өстер бетіле. Жәнәттай жан біткенді ел жүретесің, ел жүретесің, ел жүретесің. Біз үшін жәннат қала сен жер бетінде, сен жер бетінде, сен жер бетінде. Елімнің жүрегі жарқырап жайнай берші, сен Астана. Өзіңе арналады әнді Астанам. Қашанда саған іңкәр менің жаным. Жастықтың жалауы бол сен Астана. Бәрекелді. Кеше не себепті мен есіл жағалауына бармадым деп өкінген едім. Енді мінекей Алтынай ханым алдымызда керемет даусымен әнді шырқап берді. Расымен де даусыңызды сағынып қалдық. Осындай сәттерде сіз енді халықты сағынған шығарсыз? Әрине. Қалай шайытыңызды басып тұрасыз? Ән айтамын үйде, ән тыңдаймын. Көлікте дайындаламын, үйде дайындалым мүмкін емес. Өнер адамдарының Себебі үйде дайындал, енді шынды айтсам, бір әнді кейде қайта-қайта айтқым енді дайындаласың ғой. Бала шағаның, отбасының шырқын бұзбайыншы дейді да, көлікке отырасың да сол жақта айқайлап айтып оласың. Енді бір жағынан
прям шабыт келген кезде оның қайтарып тастау да жаңағы мүмкін емес деп ойлаймын. Үйде кейде ән айтқым келген кезде айқайлап әнімді айтып аламын. Көршілеріңіз тірідей концерт көріп алады. Білмеймін, енді олар ести ма, естімей ма. Ешқандай жалып түскен жоқ. Керісінше қайталап жіберсеңіз мынаны, Алтынай бүгін ән айтпай қалды ғой деген сияқты. Негізі енді карантин, пандемия өнер адамдардың өмірін күрт өзгертті десек болады. Бірақ енді қазір кезде Инстаграм арқылы не болып жатқанын барлығын білеміз ғой. Сіздің өміріңізді қатты өзгертпеген сияқты, өйткені бизнесқа кетіп қалдыңыз, бір тіршілігіңіз қызу жүріп жатыр әрі қарай. Енді қолынан келсе қонышынан бас дейді ғой. Қолынан келіп жатса, ұсынып жатқан бизнестарға жаңағы рет-ретімен, графигмен жасап жатырмыз. Шүкір. Енді карантин қатты әсер етті деп кешеде жаңағы эфирді, прямой эфирға шығып жатсам, той болмай біраз қиналып едіңдер дейді. Жоқ, Құдайға шүкір, қиналған жоқпыз. Себебі басқа да бизнестарымыз сетевой болсын, жиһаз болған кезде де әжептәуір. Шүкір, енді білмеймін, әйтеуір мен кез келген тірлікті алып кетеді екен өзім, соны білдім. Пысықсыз келіншексіз ғой. Сол кәсібіңізбен қатар қайырымдылық шараларымен де айналысады екенсіз. Кешеде сөздерің аузында бір Краснодарский крайдың бір Лера деген жаңағы қызды оқимын да, огородтармен жолда күн теплицасынан күнде қызанақтарын теріп, қиярларын теріп, базарға барып сатып, соны қарап, стористарын жібермей, точка болып кетеді, соны қарап отырам. Жолдасым айтам, теплица жасайықшы десем. Жетпеген теплица еттім. Жоқ, неге деймін, қандай күшті ғой десем, білмеймін, сен істей алатын шығарсың, мен істей алмаймын ондай дейді. Шөптерді жұлып жүріп, бірге ән айтып жүрсің. Мен енді ауылда соны ектік қой енді. Өзім шөп шаптым, огород шаптық, жуа мен сәбіздің ішінде көп арам шөптер толып келеді, оны жұлып, бөлеңнің үйіне қыдыру үшін сондай жұмысын бәрін істеп кетесің ғой. Яғни қолыңыздан келеді, қандай жұмыс болмаса да. Соның бәрін айтып жатырмын да. Бәрекелді, егерде болашақта Алтынай ханым білмеймін. Біз таң қалмаймыз. Жоқ, енді ананда шабытпен айттым да, қарап, бір аузымды су құрып отырып, прям қызығып кеттім да. Енді бұл жеткізім да, жолдасым шошып кеттім мен. Қорқып отқан шығар. Кішкене ашуымды бастеп, сонымен жарайды дедім. Бәрекелді, енді осы сәтті қолдана отырып, экранның ар жағында отырған көрермендерді бүгінгі мерекемен құттықтап жіберсеңіз де болады. Әрине. Мына барша қазақстандықтар, біздің елордамыз, еліміздің жүрегі, Нұрсұлтан қаласының туған күні баршамызға құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Міне, мынау аты жаман індеттен Аллах тағала әйтеуір бір жолата кетірсін. Кім біледі енді қаншалықты рас өтірік екенін білмейміз, енді оның қаншалықты болып жатқанын да енді кейде күмәнданамын да. Енді адам болғаннан кейін. Сол еліміз аман болсын, мерекеге жете берейік. Шүкір етейік, осы күнімізге бақытты өмір сүріп жатырмыз, Аллаға шүкір етейік. Сол айтқаныңыз келсін, Алтынай ханым. Жетінші арнаның ұжымдарын да сіздерде осылай шабыттанып, Диананы үнемі қарап отырамын, парақшасын жібермей қараймын, тиктоктарын әсіресе. Жұлдыздарыңыз жана берсін. Рахмет. Көп рахмет. Енді Алтынай ханым, сіздің де әндеріңіз таусылмасын, бізде осылай әніңізбен тербеп, еркелетіп жүре беріңіз. Ал қазір бізде кезекте тағы да бір өнерлі адам туралы Әсел Бекжанның сурет салу өнері шексіздік айдарында. Сіз бұны фото деп ойлап тұрсыз ба? Жоқ, қателесесіз. Бұл суретшінің өнер туындысы. Шексіздіктің бүгінгі кейіпкері Әсел Бекжан, суретші гиперреалист. Кумирлері Сергей Пискунов, Илья Репин, Леонардо да Винчи. Салған картиналарына бейнеролик түсіргенді ұнатады. Сіз үшін жетістік деген не?
Для меня Суретші ретінде менің жетістігім деп картиналарымның тек туыстарым мен жақындарымның тарапынан ғана емес, осы салада жүрген әріптестерімнің де жоғары бағалауы деп ойлаймын. Шексіздік деген сөзді естігенде ең бірінші ойыңызға не келеді? Конечно же, Вселенная. Шексіздік деген сөзді естігенде ең бірінші ойыма Тәңір мен уақыт түсінігі келеді. Тәңір расында шексіз ұғым. Осы екі ұғым бір-бірімен тығыз байланысты деп ойлаймын. Мона Лизаның қасына картинасы ілінетінін естігенде Әсел қандай сезімде болады? Я бы вообще хотела. Негізі мен жай ғана Мона Лиза картинасының қасында тұрғым келеді. Ал егер менің картинам Мона Лизаның қасына ілінер болса, мен шексіз қуанған болар едім. Мона Лиза шедевр. Ол құпиясы әлі ашылмаған, зерттеліп жатқан көркем өнер туындысы. Мұндай картинаны ешкім қайталай алмайды. Ол дара. Ең үлкен арманыңыз? Я поставила себе такую цель. Мен өзіме 50 танымал тұлғаның суретін саламын деп мақсат қойдым. Әзірге менде 5-6 картина бар. 50 картинамен көрме жасауға болады. Ал мен әлі де суретші ретінде жеке көрме өткізбедім. Мен Әселге жай бармайын деп арнайы тапсырма дайындадым. Өз қолыммен 3 конверт жасадым. Ереже бойынша Әсел конвертте шыққан суреті салу керек. Көк конвертке табиғат, сары конвертке кез келген бір деталь деп жаздым. Ал күлгін конвертке менің портретімді салыңыз деп тапсырма бердім. Бәлкім күлгін конвертті таңдап, менің жолым болып қалар. Танымал тұлғалардың суретін салған қыз Назеркенің де суретін салған десе төбем көкке жетпей ме? Әсел қай конвертті таңдап қандай тапсырма орындамақ? Келесі бөлімнен біле аласыздар. Ал біз бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Негізі Ердананы мен жақынырақ таныстырғым келіп жатыр. Жасы 24-те. Өзі басы бос, ақылды жігіт және 5 тілді жетік меңгерген. Оның ішінде ағылшын, жапон, Қытай, қазақ, орыс тілі. Енді қазақ, орыс тілін тексере аламын, ағылшын тілдерін. Бірақ жапонша және қытайша тілдерді біледі ме, білмейді ме, оған күмәнім бар. Ондай күмән болғанда орынды, өйткені күрделі тілдердің бірі ғой. Иә. Сонымен мен жарнаманы жайдан жай жасаған жоқпын. Сен алдын ала мақтап алайын дегенім ғой. Жібітіп алып жатсың ба олай? Жібітіп алып жатырмын. Өйткені мен Ерданаға бір қызық ойын дайындап қойдым. Мына жерде қағазда әлемнің ең ұзақ сөздері және ең мағынасы қызық сөздер жазылған. Кез келгенін таңдап маған берсең болады. Ал, бұл қандай сөз екен, өзім көріп. Мінеке, жапон тілі. Мен бірінші тексеріп олайын. Сасимасё. Дұрыстап оқыдың ба? Қане мен бір көрейін. Сасимасё. Осыған қарағанда біздің Ердана жапон тілін білмейтін сияқты. Жоқ, бұл жерде сен орысша төте оқып тұрсың ғой, сасимасё. Бұлай өкірген. Сасимасё. Жоқ, олай демес. Бұл жерде соушимасё болу керек. Солай ма? Негізі жапон тілі бір кішкене ұрсып сөйлегендей болмай ма? Жоқ, негізі сүйкімді анимені көрсең өзі жаңа бәрі үлбіреп тұрған ғой. Соушимасё деген. Қандай мағына береді? Кеттік, келістік, осылай істейік деген мағына білдіреді. Солай ма? Енді сен бір нәрсе айтқан кезде, мысалы, Диананы кешкі асқа шақырғым келеді дегенде, сасимасё. Сасимасё деме, соушимасё. Қазір көрермендер солай жаттап алады да, одан кейін солай сөйлеп кетеді. Жарайды, келістік. Ал, келесі. Келістік. Соушимасё. Міне біреу түсіп қалды. Оңай тіл емес екен. Ал, жалғастырамыз. Екіншісі бізде қандай болды екен? Айтпақшы, бізде ең ұзақ сөз бар ғой. Есіңде ме қандай екен? Қалай еді, қанағаттандырылмағандықтарыңыздан емес. Қауіптендірілмегендіктеріңізден деп мақтанамыз ғой. Негізі ағылшындарда бұдан да ұзақ сөз бар. 45 әріптен құралған. Менше әріптер бәрі қатар-қатар қойыла салған секілді, қазір оқып көрейік. Жоқ. Ал пневмоно ультра микроскопик силиковолканокониозис дейді. Ағылшын тілін білесің. Басында пневмония деген жаңа пневмоно деген сөз бар екен. Өкпе ауруларына қатысты сөз. Тамаша. Ағылшын тілін біледі екенсің. Окей. Бір сөзбен шеше салдың ба? Ал. Жалғастырамыз. Мынау тағал тіліндегі сөз. Накакахинаяң. Нені білдіреді ол? Мен сенен сұрау керекпін ғой. Жоқ, тағал тілі менің репертуарымда жоқ.
Негізі бізде қазақ тілінде бар, әттеген-ай, ту деп мүмкіндігін жіберіп алған кезде осы сөздерді айтамыз ғой. Нақалса бізде осы сөзбен айтасың. Мен сен бағанағы кешкі асқа шақырмай қалған кезде нагахинаяң Иә. деп жүресің ғой. Ал 2 сөз қалды. Қандай сөздер екен? Бас, аша ғой. Иә, мынау да ағылшын тіліндегі ең ұзақ сөздердің бірі. Фобия. Фобия деген жағын түсіндім. Басындағы хипопотам, яғни су сиыр деген жағын түсіндім. Яғни су сиырдан қорқатын ал соңғысы фобия болып есептелінеді. Соңғысы бізде чех тілінде. Мынау сөз қандай мағына береді? Позор дети. Ятай балалар деген сөз бе? Жоқ, назар аударыңыздар. Автобустарда жазылып тұрады ғой? Балалар, назар аударыңыздар деген сияқты. Позор дети. Қызық екен. Позор ердана. Позор ердана. Позор. Ал жарайды. Бізде менен де көп тіл білетін тағы да бір жас жеткіншек бар. Ол Америкада, Джорджия штатының Атланта қаласында тұрады. 14 жасында 27 тілде еркін сөйлей алады. Егер сенде осындай қабілет болса, не істер едің 27 тіл? Негізі бір тіл білсең бір адам, екі тіл білсең екі адам деген сөз бар емес пе? Тіл білген сайын әлемді танып, ел аралап деген сияқты бір мүмкіндік ашылады ғой. Сондықтан тек қана әлемді аралау емес, сонымен қатар адамдармен де танысып, бір көбірек саяхаттайтын сияқтымын. Енді жаңағы америкалық Кэмерон Фар, қазақша өз атын Айбала Құдай берген қызы деп атайды екен. Ол қазақ тілінде үйреніп, өзгелерге үйретіп жүр екен. Бәрекелді. Қазір содан кішігірім видеосын көріп алсақ. Salam everybody. So first is Selamat Sizbe. Selamat Sizbe. Менің атым Айбала. Менің атым Айбала. Which means my name is Айбала. Сенің атым кім? Сенің атым кім? Which means what is your name? Senin atım kim? Benim atım Aybala. Next is 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4 is 4. One more time. 1, 2, 3, 4. Rahmet en sabol. Иә, міне, Кэмеронмен мен кеше сұхбаттасқан едім, кешке қарай. Қай тілде сөйлестіңдер? Біз қазақша, ағылшынша араластырып сұхбаттастық, ол әлі де үйреніп жүр екен. Қазір сол сұхбатқа назар аударайық. Сәлем Айбала, сұхбатқа келісім бергеніңе көп рахмет. Қалың қалай? Жақсы, рахмет. Қалайсыз? Жақсы, менде де бәрі керемет. Енді Қазақстан жайлы жазып жатқаныңды, ыстық ықыласыңды біліп жатырмыз. 27 тілдің ішінде қазақ тілінде бірге меңгеріп жатыр екенсің. Енді Қазақстанға қашан келетін ойың бар? Әзірге нақты білмеймін. Әкемді көндіріп әлекпін. Әкем келісімін берсе, бәрі ойдағыдай болады деп ойлаймын. Қазақстан жайлы интернеттен, түрлі видеолардан біліп көріп жатқан шығарсың, бірақ сонда да Қазақстанға келгенде алдыңнан не шығады деп, қандай әлем шығады деп күтесің? Алматы жақта тау жоталар көп сияқты. Сонымен қатар қазақтарды және көптеген орыс тілді азаматтарды кездестіретін сияқтымын. Әдемі би ғимараттар да көп секілді. Және кеңестік заманнан қалған сәулет туындылары да аз емес сияқты. Сосын сүп-сүйкімді кішкентай балалар көп боп ойнап жүретін сияқты. Бөпелерді сондай жақсы көремін. I love the Kazakh babies. They're so cute. Ерекше жауап екен. Айбала, енді қазір немен айналысып жүрсің? Қазір тырнақ әрлеу салонында жұмыс істеймін. Қазақша нақыштағы тырнағымды қараңызшы. Көк және сары түсті бояулары бар. Мына жерде алтын күн жарқырап тұр. Бәрекелді. Мұндай өнеріңді көріп мен де қуанып отырмын. Енді болашақ өміріңді қазақ тілімен байланыстырасың ба? Мен қазақ тілінің Қазақстан бойынша кең таралғанын қалаймын. Сол жақтағы қазақ тілін білмейтін қазақтар мен орыстарға қазақ тілін үйретсем деймін. Тіл сол елдің мәдениетінің ажырамас бөлігі ғой. Қалай айтсам да, ел үшін өте маңызды ұғым деп санаймын. Енді мұндай бір сұрақ болып тұр. Қазақстанға келер болсаң, қай қаласына бірінші келер едің?
Мен қазақша сөйлеп тұрған видеоларымды әлеуметтік желілерге шығарып, қазақ тілін үйретіп жүргенде, Қазақстанға барсаң көңілің қалады. Бұл ісің бекер. Қазақстанда, әсіресе Алматы мен Астанада көп ешкім қазақша сөйлемейді деген пікірлер болды. Сонда мен іштей төте Қызылордаға барам деп ойладым. In like Astana or Almaty. So that's why I decided I would go to Kizilorda. Иә, дұрыс айтасың, Қызылорда шынымен де қазақ тілінің 99% қолданылатын аймақ десем де артық емес. Айбала, рахмет сұхбатыңа, көп рахмет. Өркенің өссін, мақсатыңа, армандарыңа жете бер. Сау бол. Рахмет сізге, сау бол. Айбаланың Құдайберген деген тегі Димаш Құдайбергенге еліктеп қойған ат екен. Енді сөз кездеген жаңалықтар қызметіне берейік. Перизат, өзіңе. Рахмет әріптестер, ендеше еліміздегі және әлемдегі соңғы жаңалықтарға назар аударайық. Қазақстан қызыл аймақта. Коронавирустың өршуіне байланысты еліміздің бірнеше өңірінде карантин күшейді. Елдегі эпидахуал жайында Алмас Амангелді айтып береді. Алмас, мерекелік демалыстарда вирустың таралуы тежелді ме? Перизат, денсаулық сақтау министрлігінің санаулы минуттар бұрынғы жариялаған дерегіне сәйкес өткен тәулікте 2618 адам вирус жұқтырған. Соңғы бір апта бойы елде тәуліктік өсім 3000 адамнан түспей тұрғандығын ескерсек, жағдайдың сәлде болса жақсарғандығын аңғаруға болады. Мәселен, тіпті кеше бір күнде ғана 3031 адамнан вирус табылып, пандемия басталғалы ең үлкен тәуліктік өсім антирекорд тіркелген болатын. Десе де елдегі эпидахуал әлі күрделі. Мәселен, осыдан тура бір жыл бұрын 6 шілдеде жағдай өте қиын деген күннің өзінде тәулігіне 1400 адамнан ғана вирус табылыпты. Айырмашылықты байқаған шығарсыздар. Оған қоса қазір инкубациялық кезеңі 5-ақ күнге созылатын үнді, яғни дельта штам еліміздің барлық аймағына тарады. Тура қазір жасыл аймақта Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстары ғана қалды. Алматы, Ақтөбе, Жамбыл, Қостанай, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстары сары түске боялды. Бір күнде ғана бірден 3 өңір сары аймаққа енді. Қалған 9 өңірдің статусы қызыл. Енді күн сайын құбылатын бұл түстерді қайта-қайта айтқанда не пайда деп ойлайтын шығарсыздар. Шын мәнісінде өңірлердегі карантиндік шектеулерді күшейту немесе алып тастау дәл осы қызыл, сары, жасыл түстерге тікелей байланысты. Мәселен, ертеңнен бастап Маңғыстау, Алматы, Павлодар облыстарында карантин күшейеді. Мысалы, Керекуде бір қаладан екінші қалаға автобуспен жолаушы тасымалдауға, Алматыда букмекерлік кеңселердің жұмысына мүлдем тыйым салынады. Сондай-ақ ойын, сауық, сауда орындарының жұмыс уақыты қысқарады. Енді жұмыс істейтіндерге екпе алу міндеттелгелі бері вакцинациялау көрсеткіші жоғары. Нақтырақ айтқанда бір 4 миллионға жуық адам екпе алып үлгерген. Бүгінгі сандар бойынша вакцинаның алғашқы компонентін 3 миллион 771 мыңнан астам адам алса, ал қос компонентті 2 миллион 200 мыңға жуық адам салғызған. Енді вакцинациялау осы қарқынмен жалғасатын болса, үкімет күзге дейін, нақтырақ айтқанда қыркүйек айының соңына дейін 10 миллион адамға екпе салу жоспарын орындайтын секілді. Перизат. Рахмет, Алмас. Елдегі эпидахуалды тарқатып айтып берген әріптесім Алмас Амангелді. Жалғастырамыз. Халықты вакциналау деңгейі жоғары мемлекеттер тізімі белгілі болды. Bloomberg агенттігі жасаған рейтингте Біріккен Араб Әмірліктері көш бастап келеді. Мұнда халықтың 72%-нан астамына екпенің 15,5 миллион дозасы салынған. Екінші және үшінші орындарда Сейшел аралдары мен Бахрейн корольдігі тұр. Бұл елдерде де азаматтардың шамамен 70% вакцина алған. Агенттік статистикасы бойынша жалпы планета тұрғындарының 20%-нан астамы ковидтен қорғалған. Ұлытау ауданындағы өртке байланысты төтенше жағдай жарияланды. Ал малы қырылып қалған елдің шығыны қалай өтелетіні белгісіз. Үкіметтен комиссия құрылған жоқ, толығырақ Аягөз Тұрсынбайдың материалында.
Ұлытаудағы өрт туралы көпшілік күні кеше ғана білгенімен дала 5 күннен бері жанып жатыр. Жапанда отпен бетпе-бет қалған ауыл тұрғындары әкімдік көмекке келуге асыққан жоқ дейді. Сол күні Демеубай жайлауында 13 адам, оның 8-і бала үйге жасырынып жалынан аман қалыпты. Ал даладағы 4 түлік түгел өртеніп кеткен. Мен МЧС-тің жіберген машинасында адамдарында көрген жоқпын. Әкімдерден де МЧС-тен жіберген адам машиналарында бізге көмек болған жоқ. Әркім өз беттерімен қолдарынан келгенше 3-4 күн өртпен алысты. Ұлытау ауданының әкіміне телефон соғып хабар ала алмадық. Басшысының орнына бізге ақпарат беруге тырысқан орынбасары әлі бірнеше ауыл өрттің ортасында қалғанын, тілсіз жауда ауыздықтау үшін 8 тонна жанармай жеткізгендерін баяндады. Әкімнің тағы бір орынбасары халықпен бірге оқиға орнында жүр, алайда әкімнің өзі қайда екені белгісіз. Аудан орталығынан 40 шақырым жердегі Қаскөл ауылының маңында 23 жастағы ер азамат көлігінің ішінде жанып кетті. Қырылған малдың әзірге нақты саны да шығыны қалай өтелетінде белгісіз. Мысалға, малының басын қаншадан шағып есептейтіні, оның барлығының механизмі жоқ әлі белгіленбеген. Мүмкін бүкіл шығынын өтейді. Өтей алмаған жағдайда, онда жаңағыдай екінші вариантты қарастырамыз. Жетпеген жерін ары қарай сол қазақтың дәстүрімен елден жинау арқылы да жұмыстар ұйымдастыратын боламыз. Шенеунік қурап тұрған шөпке жай түсуі өртке себеп болуы мүмкін деген болжам жасайды. Негізінен жайылым жерлер жанғанын айтқан ол, өңірде өрттен кейін шөптен таршылық болмайды деп сендірді. Айгөз Тұрсынбай, Еркелан Тойболдин, Айбат жаңалықтары Қарағанды облысынан. Шағын ғана жарнама, одан кейін Оян Қазақстан. Оян Қазақстан, егерде дастарханның басында отырсаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Біз Ердана екеуміз сіздерге 1,5 сағатта қызықты ақпараттарды айтып жеткіздік деген сенімдеміз. Әлі де қызықты ақпараттарымыз біткен жоқ. Ендігі кезекте бағана Назерке Әсияттың шексіздік айдарындағы кейіпкеріміз. Назеркенің тапсырмасын орындай алды ма екен, қалай болды екен, екінші бөліміне назар аударайық. Менің жолым болды. Неге дейсіз ғой? Әсел күлгін конвертті таңдады. Демек, менің портретімді салады деген сөз. Бұл мен үшін толқынысқа толы қуанышты сәт болды. Суреттен нағыз фото жасайтын гиперреалист қызға өзімнің әдемі фотоларымның бірін ұсындым. Сосын процесті жай ғана сырттан бақылап, өнер иесінің талантына іштей сүйсінумен болдым. Ұсынған фото мен салынып жатқан суреттің ұқсастығын көргенде Әселдің өнеріне таң қалдым. Осылайша айналасы 1 сағаттың ішінде әдемі картина пайда болды. Фото мен суреттің айырмашылығы жоқтың қасы. Керемет. Бұл шексіздік және шексіз идея иесі Әсел. Назеркенің тапсырмасын 1 сағаттың ішінде салып үлгеру, тіпті роботтан да тез болған секілді әдемі шыққан, сурет. Бірақ қазіргі роботтар 2 минутта салып беретін сияқты. Енді ол распечатка дейтін болсаң, принтер дейтін жарайды. Бұндай өнер ешқашан меніңше робот адамды басып оза алмайды, шығармашылық жағынан. Мүмкін деп сен мен бәстесі сөзіммен келіспей отырсам, ренжіп қалатын сияқтысың. Жоқ, келісемін әрине. Сізге ренжімеймін ғой. Жаңалықтарымыз ары қарай жалғастырайық. Елде карантин талаптары күшейтілді, бірақ бұл жазғы демалысты жоспарлағандарға қатысы жоқ сияқты. Қала маңындағы Қоянды, Қосшы жағажайларында адам санында шек жоқ. Тек Елорда ғана емес, Жасыбайда, Қапшығай су қоймасы маңында, Ақтаудағы қалалық жағажайлардың бірінде адамды қойып, көлік қоятын орын жоқ. Не өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл жерде карантин ережелері туралы айтудың өзі артық болар. Ал Бурабайға қалғандар тіпті діттеген жеріне жете алмай қалған ба деп таңғалады екен. Сөйткен жол бойындағы мына ұзын сонар көлік кептелісін қарасаңыз, тіпті ерекше құбылыс секілді. Ердана, мен осы ғаламтордан бір кадрларға көзім шалынып қалды. Сөйтіп, мен түрік еліне барғым келеді, Босфордың жағажайына қатты ұқсайды екен деп армандап кеттім. Сол суретті саған да көрсетейін. Өйткені маған құрбым бұл түрік ел емес дейді. Бұл арнайы видео білесің бе кім жасаған?
Кім жасады? Бұл біздің Санаттың видеосы ғой. Санаттың сторис екен ғой. Иә, жалпы жолаушы айдарындағы ерекше сәт Марқакөлдің жағасында жүр. Тамаша, өйткені мен таңертең ұйқымнан тұрған кезде енді барлық адамдардың, достарымның стористерін көріп жатам ғой. Сөйтіп, ана құрбым шетелде, мына құрбым Түркия елінде, мынау да қай жақта жүр екен деп жынын ұстап. Ішіңіз күйіп бүйтіп. Тақтық. Тез көріп тастағаным ғой. Сөйтіп, мынау Түркия еліндегі бас орын жағажайы ма деп осындай сұрақ туындаған. Марқакөл болса тіпті керемет, өйткені қолым босаған кезде мүмкін барып қайтармын. Енді, Марқакөл шығыстың жауһары. Санат ол жерде не істеп жүр екен, сапарының екінші күні қалай болды екен, бірге көрейік. Тып-тыныш. Қарғаның дауысы ғана естіледі. Ассалаумалейкум ағам. Марқакөлге бар жатыр едің? Бурабай? Жақсы. Қай жаққа жүрсіз қаласың? Сарыөленге дейін. Сарыөлен деген ауыл бар. Ауылына бір 10 шақты километр орналасқан. Сол жердегі ауылға жеткізіп саламын. Бұл жігіттің есімі Айдос. Ол Зайсанға бара жатыр. Мені жол бойындағы Қалжыр ауылына дейін жеткізіп салды. Қалжыр, шыбын шіркейдің отаны. Масадан қорғайтын жақпа майын пайдалансам да, шіркейлер менің қанымды ішті. Күн ыстық болса да, бұл жемпірді киюге тура келеді. Ауыл тау жиегінде орналасқан. Жалпы мен бұл өңірден ұсқынсыз мекен көрмедім. Ал Марқакөлге жету үшін әлі қайда. Күннің ыстығы сонша, тіпті мына жерде арнайы белгіге де жаз қойыпты. Күндізгі 11 мен кешкі 9-ның аралығында температура 25 градустан жоғары болады. Тапқырлық. Асфальт. Көрдіңіз, еріп жатыр. Осы өңірдің тұрғындары Сұңғат пен Бауыржан мырзаға рахмет. Олар мен мақсатты мекеніме апарар жолды 60 километрге дейін қысқарттым. Ары қарай 1,5 сағат күтіп едім, тағы бір көлік табыла кетті. Міне, Қытай мен Қазақстанның шекарасы. Демек, көлге жетуімізге сәл қалды. Мына көріністі көріп, бағанағы еңбегімнің зая кетпегенін ұқтым. Дәл қазіргі көңіл күйімді ешқандай алтынға айырбастамас едім. Саяхаттаңыздар, өкінбейсіздер. Мен сәл мұңайып тұрмын, өйткені Марқакөлге әлі жеткен жоқпын. Көлік жоқ. Енді осы жерге шатырымды тігіп түнеймін. Бұл Диана және оның інісі, Ақжайлау тұрғындары. Ё-моё! Оказывается, Нара зират екен ғой. Күлетін жағдай емес та, негізі ше, бірақ. Күлетін жағдай емес әрине. Кейін Диананың ата-анасы маған өз үйінің бір бөлмесін берді. Енді жақсылап тынығайын. Ертең көлге жететін шығармын. Жаңалықтар ары қарай да жалғасады. Санатқа сәттілік тілеп қойық. Бәлкім футбол көріп отыр ма екен, қызықты жүрген шығар, телевизор жоқ қойынды. Бүгін Еуро 2020 бәсекесінің ең қызықты маңызды сәттері болайын деп жатыр. Түнде Испания мен Италия ойнайды. Биыл Сквадра Адзора фавориттер қатарында. Испанияның да осал қарсылас емес екенін жақсы білесіздер. Нақты кім жеңіске жетуі мүмкін? Спорт журналистінен сұрап алдын ала скайппен байланысқа шыққан еді. Ермұхамед Маулен. Қазір бізде скайпта алдын ала мынандай сұрақтарды қойдық. Бірінші сұрағымыз, жартылай финалға шыққан командалар арасында сіз күтпеген құрама бар ма? Даниядан басқарайын. Әрине, финалға шыққан командалардың ішінде жалпы жартылай финалға шыққан командалардың ішінде күтпеген командалар бар. Ол Дания құрама командасы, әйтпесе Италия, Испания, Англия, бұлар жиі осындай мундиалдардың, әлем чемпионаттардың, Европа чемпионаттардың жартылай финалына шығып жүрген командалар, тіпті жеңіп жүрген ұжымдар десек болады. Сондықтан да бұлардың ішінде тек Дания құрама командасы күтпеген жерден шықты деп айтуға болады.
Ал екінші сұрақ. Испания мен Италия бүгін ойнайды, фаворит қайсы деп ойлайсыз? Италия мен Испания командалар бүгін түнде кездеседі. Бұл ұжымдар өте мықты, Европадағы ең қазір мықты орындаушыларды, мықты футболшыларды жинаған командалар деп айтуға болады. Сондықтан өте тартысты, қызықты матч өтетіндігі түсінікті. Бірақ дегенмен де менің ойымша бұл матчтың кездесудің фавориті Италия құрама командасы. Себебі бұл команда қақпасына небәрі 2 ғана доп жіберді. Қорғанысы өте мықты, шабуылы да өте тамаша. Сондықтан да Италия командасын фаворит деп санауға болады. Ал Испания құрама командасының көрсетіп жүрген ойыны тұрақсыз, шабуылы кішкене сүреңсіз және қорғанысында да мықты футболшылар жоқ. Сондықтан да менің ойымша бұл жерде Италия анық фаворит және келесі кезеңге, яғни финалға Италия командасы шығуы тиіс. Енді соңғы сұрақ. Сізді 4 команданың ішінде қайсысы көп қызықтырады? Жалпы өз ойынымен, ойын мәнерімен қызықтырған құрамы бар ма? Жалпы осы Европа чемпионатында әдемі ойынымен көзге түскен ұжымдар біршама болды. Мысалы, Аустрия құрамасы да, Украина да жақсы ойнады, ширек финалға дейін жетті. Бірақ дегенмен ойын мәнерімен де көзге түскен және тіпті жартылай финалға жолдама алып кетуі мүмкін болған бұл Швейцария құрама командасы. Гранит Джака, Шердан Шачири секілді футболшылар бар. Бұл команда өте тамаша нәтиже көрсетті. Тек бір ширек финалда Испания командасына пенальтиден жеңіліп қалды. Әйтпесе жалпы ойыны өте тәуір болды. Жанкүйерлерге бұлардың ойыны ұнады ғой деп есептеймін. Керемет, жақсы бір сараптамалық пікір білген секілдіміз. Енді кезекте тұмса табиғатқа қарап біраз демалып алайық. Алақай, менің арманым орындалды. Құдай берген, сені бұрын бүйтіп қарсы алмаған шығармын. Қош келдің. Бетіңнен сүйіп алайын ба? Мінекей, мен тапсырыс берген қарбыз келді. Құдай берген, жаңа саған сатушы түсіндіріп жатты ғой. Бұлай тоқылдату керек, түбіне қарау керек деген сияқты. Қандай енді белгілеріне назар аудару керек? Жасыл болу керек. Барлығы жасыл емес. Бұлай ұрып көру керек, сосын діңін ұстап көру керек. Сол кезде сатушы сізге арзан бағада сатады. Діңі қапты болу керек па сонда? Бір құпия айтайын, жігіттер, қарбыздың барлығы жасыл. Ал іші қызыл, ішін көрейікші. Ыдыс бар. Сен біздің столымызда көрейік енді. Құдай бергенің таңдаған қарбызы қандай екен? Сөйтейікші. Қарбыз таңдаудың өзі бір өнер. Қарбыз таңдағаннан қате жіберсеңдер де, қыз таңдағаннан қате жібермеңдер. Қызды шертіп таңдай алмайсыңдар. Биылғы маусымның мақалы болды ғой бұл. Әлде құдай берген сен қызды сөйтіп шертіп таңдайсың ба? Қызды білмеймін қазір. Қарбызды жарты сағат таңдан дауысы ұнайды маған осындай кезде. Міне. Қалай иісі қалай? Иісін көрейік. Негізі онша қызыл емес сияқты. Дәмін көрейікші. Бір тілік. Қымбатты көрермен, біз қазір қарбыз жеп алғанша сіздер қысқа ғана жарнамалық үзіліске назар аударыңыздар. Міне қарбыздың уже нешінші тілімін жеп отырмыз? 5-ші ма? Әттеген-ай, біреуін ғана жеп үлгердім, өйткені жарнама өте қысқа екен. Негізі мен үйде сериал немесе фильм көрген кезде жарнама қосылғанда
ашуым келетін, не деген бітпейтін жарнама деп. Бірінші рет қуанып отырмын жарнаманың болғанына. Енді жалғастырайық. ақш-тың Окленд қаласында зообақтағы жануарларға COVID-19-ға қарсы вакцина салынды. Бірінші болып Джинджер және Молли атты 2 жолбарыс екпелді. Олардан кейін үлкен мысықтар, аюлар мен күзендерге де вакцина егілді. Зообақ ветеринарлық қызметінің айтуынша вирус жануарларға жұқпайды. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ деп отыр. Жігіттер жеңей тұрыңдар. Ақпаратымызды оқылайық. Шілденің шіліңгір ыстығы кім қалай қорғанып жатыр екен? Бұл маусым жануарлар үшін де оңай болмай тұрған сияқты, алайда суды жақсы көретіні бар, көрмейтіні де бар, жаппай шомылуға көшкен секілді. Иә, отандық продюсер Нұрлан Қоянбаев бізде оңтүстік кореялық The Groove компаниясымен бірлесіп жасаған жобасы Netflixке шықты. Енді әлемдік танымал платформада қазақ даласын, еліміздің керемет табиғатын көруге болады. Жігіттер тұра тұрыңдар деп айттым ғой. Барлығы ақпаратты тез оқып, қарбызды жеп қоймақшы. Қымбатты көрермен, егерде қолдарыңыз бос болып жатса, есік алдында сататын осындай қарбыз қауынды сатып ал, бізбен бірге дәм татсаңыздар болады. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Құдай берген үлкен рахмет. Ал сау болыңыздар.